қалай қойғың келеді. Көрдің ғой, шүр 7 MDB мынау. Кетіп қалыпсыздар. Бұл басқа деңгей. Өзімдік жекеменшік. Өз микрофон өзім жүрем. Қалаңыздар жағар. Сумкамда жүреді олар, алып береді. Қош келдің, Қыран, қалайсың? Қош болдық, рахмет шақырғаныңызға. Өте қуаныштымыз. Сол? 4 жыл болыпты. Бәріңізге сәлем. 4 жыл болыпты Қыран мырзамен біз ТТБ-ны түсірмегенімізге. Біз Қыранмен видеоны қарап шықтым да 2019 жылы сөйлескенбіз. Ол кезде бұда Камри болған екен. Машина дейді қарайтын болсаң. Шигол болған ғой, қазір қараймын сол кездегі. Көрсетіп қояйық сол кездегі ана десін. 21 жылы Rolls-Royce алған екен бұл. Енді 25-те болды. Самолет алған. Самолетпен ұшып ғой, жеке самолетпен. Андай, біз қазір Мерекпізбен ақылдастық, жалпы осы ютубта осы жобаны, ТТБ-ны қалай жалғастырамыз деп, өйткені шыны керек енді біз көп қонақтар шақырдық та. Біз мынандай бір қазір идея келдік та. Қазір енді өзіміз осы салада алғаш бастағаннан кейін біз енді өзіміздің тәжірибемізді бөлістік. Мысалы үшін сол уақытта, мысалы үшін 22 жылы біз үшін ең актуальны болған, ең пайдалы болған, біз соған сенген нәрсені бөлістік. Соны кейбір кісілер алды, қолданды, бізбен бір нәтижесін алды. Бірақ өкінішке орай, біз енді берген кезде біз тек қана дұрыс нәрсе істеген жоқпыз, қате де нелі пікірлер болды ғой. Тиісінше бізбен бірге қателік жасады. Енді бір біздің бір кәсіпкерлікте 100 жыл, 200 жыл тәжірибеміз жоқ қой, мысалы үшін көретін. Мынандай бір форматта қазір осы баяғыда келген қонақтармен тағы сөйлесіп, 1-2 жылда бір қорытындылап жатырмыз да, не қате болды, не дұрыс болды деп соны бір осы жаңа бір цикл бастап жатырмыз. Соңғы өзгерістерін, түйген ойлары. Осы жылда, 3-4 жылда. Енді көріп жатырмыз енді Қырген, сіз қазір Қыргей болып кеттіңіз ғой енді. Түсінбей отырмын ғой, қашан ұрады деп күтіп отырмын ғой енді. Қазір Қыргей болып кеттім. Күте тұр қазір. Үлкен өзгерістер болып жатыр қазір, президенттермен жүресіз қазір, Аллаға шүкір. Шүкір Алла, иә. Әзербайжанда қазір былай айтқан кезде, жалпы қалай Әзербайжан бізге қазақтарға көзқарасы қалай осы темада жай-жай? Жалпы Аллаға шүкір, соңғы 2 жылда ТТБ-дан өткелі бері өмірім әрине қатты өзгерді, бірақ соңғы 1 жылда, соңғы 2 жылда мүлдем кардинальный өмірім өзгерді десем болады. Әзербайжанда тұрып жатырмыз қазір. Сибриз, Әзербайжан. Сол жақта постоянно өмір сүрем. Сол Алматыға жұмыстарменен өзім міндетті түрде болу керек заттар болады. Сол кезде айына 3-4 күнге келіп, жұмыстарын бітіріп, 2 елде жұмыс істеп жатырмыз. Жаңалық көп, әртүрлі жан-жақты салада істеп жатырмыз. Керемет. Әзербайжанмен жалпы қалай басталып кетті? Не тема? Қалай келіп қалдың ол жақта? Эмин мырзамен не қылып жүрсіңдер ол жерде? Осыны бір. Просто болған, жыл сайын Эмин Агаларов жалпы өте Әзербайжанның өте үлкен кәсіпкері. Примерно Қазақстандағы аналогы кім болуы мүмкін? Бізде әртүрлі фамилияларды айтады, әртүрлі аттарды айтады, бірақ та кімде Қазақстанда 500 гектары өзінің жеріменен 85 ЖК бір уақытта 500 коттеджбен салып жатыр. Ақтаудың жағасына бір адам көрсетіңіздер, салып жатқан. Бүкіл тапқан ақшасын қайта еліне салып жатқан, елін дамып жатқан. Мен сіздер енді видеодан біз жаңа көрсетіп жатырмыз ғой. Қуаныш аға, Мейірбек аға, сіздерді шақырам, келіңіздер Әзербайжанға. Просто шыққанда да бірге келіп қалсақ болады да. Ол жерде масштабты видеомен мен әлі 1 жылда жеткізіп көрсете алмадым. Өте үлкен масштаб, өте үлкен бір объемдағы болып жатқан жұмыс. Олар жыл сайын концерт жасайды. Былтыр $8 миллион жұмсаған концертке. Көрдім бір, атаңды еді? Dream Fest деп аталады. Николь Шерзингер, бүкіл американский жұлдыздар, Европаның жұлдыздары, Ялла, СНГ-ның жұлдыздары, Тимати, Анов, Игор Крит, кім бар? Бәрін жинап 6 күн концерт жасайды олар. Подряд. Көрдім. 10 мың адам. Бірге 6 күн. Сибризде ма? Сибризде сол жерде 10 мың, 20 мың адам күнде концерт 6 күн подряд. Келіп атады, кетіп атады. Еще 3 сцена тұр ана жер, 3 сценада болады. И сол жерге СНГ-ның крутой блогерларын шақырады. Ол кезде содан көрдім. Бізге келіп концерт жасап, не істеп беріңдер деп. Жарнама. Бір рилс салу керек. Мен айтам, мен концерт жек көрем баруға. Ұнамайды концертке барған, шумгам өзім жек. Ол мәдениет түсінбейсің қатты. Ол мәдениетті қатты түсінбейсің. Ол мәдениет түсінбеймін. Әйелім жақсы көреді. Әйелім жыл бойы концертке барайды дейді. Мен айтам, мен организаторлар не өздері шақыру керек.
жақсы орын беріп жақсы кіріп мен очередьке тұрып ол жерде күтіп жүргім келмейді, у шу түсінбеймін. Организаторлар достарым болып шақырса барам, әйтпесе бармаймын деген. Сөйтіп ананы шақырып жатқан естіп қояды Гүлзада. Мен де барамын, жүр барайық дейді. Мен Азербайжан не үшін жарайды, осыған барамыз, бірақ бір жыл енді менен концерт сұрамайсың деген ғой. Бір жыл концерт кетті. Бір жыл концерт сұрамайсың деп айтқам. Сөйтіп кеттік бәріміз Азербайжанға. Келдік, жанында мобилограф балалар бар, нелер бар. Біз демалып жатырмыз. Бір жыл түсіру керек, балаларға айттым, демалыңдар, суға түсіңдер, барып видео түсіріп қайтыңдар дедім. Сол бәрі видео түсіріп алып. Сосын бір уақытта Эмин осы қаланы салып жатқан адам келеді дейді. Әнші дейді. Мен айтамын, ол амбассадор деймін. Ол әнші бизнесмен емес, амбассадор, ол Қазақстанда біз әнші деп білеміз ғой басында. Мен әнші деп білемін ғой, кәсіпкер деп те біліп жатқан. Мен айтамын, ол бір амбассадор. Өздерің сияқты келген көп блогердің бірі деп тұрсың ғой енді. Жоқ, мен ойлап тұрмын, ол Әзербайжанда сол бір кәсіпкер бар. Кәсіпкер айтқан Эминге, сен бізге лицо боласың. Қазақстандағы бізде болып жатқан күнделікті іс боласың. Сибриздің проектін жасайық. Мен айтамын, лицо ретінде қолданады. Мынау лицосы, қайтесің, қош болды. Рилсын түсірейік, бір интервью алайын деймін, Эминді интервью аламыз. Қаланы салып жатыр екенсіз, не ойлайсыз деп ол сұрақтарына жауап берді. Ана видеоны біз соңында шығардық, отчетный, совместный постқа жіберген Эминге. Оған көргенде ұнаған, қатты ұнап қабылдап жіберген. Сөйтіп қабылдағаннан кейін мен парақшасын кіріп қараймын. Анау 18 жыл бойы бір қаланы салып келе жатқан адамға ұқсамайды да. Просто әнші сияқты, Инстаграм парақшасы бір жыл бойы. Сосын олар бізді көрді, біз оларды көрдік. Жаңағы мен айттым, давай жұмыс істеп көрейік деймін. Сіздің парақшаға біз ой бар дейді. Олар айтады, қанша дейді, 10 күн бойы жаңағы. Біз уже қайтып келіп алғанбыз Алматыға. Бірақ видео ұнап қалған. Сосын мен айтамын, сол 10 күн жұмыс жасаса қанша болады деп сұрап жатыр ма? Жоқ, жұмыс деген қанша болады деп сұрап жатыр. Ақылары қанша, бір айлық жұмыстар қанша. Мен айтамын, сіз қазір мен айтқан мен бір айлық ақымды түсінбейсіз да, оған ол бағаға сіз келіспейсіз да деймін. Мен не айтсам да, давайте былай істейік, мен 10 күн барып тегін жұмыс істейін сіздерге. 10 күннен кейін сөйлесеміз дедік. И вот сол 10 күннің ішінде біз барып, командамды ертіп бардым, бәріміз ұшып бардық сол жерге. Анан кәсіпкерге де ұқсамайды да, парақшасын қарасаң. Өзі өте керемет кәсіпкер кісі, өзі өте керемет әнші, талантты адам, бірақ парақшасы мүлдем оған ұқсамайды. Соны біз 10 күн бойы жұмыс істедік. Уже 3-ші күні 1 миллиондық видеолар пайда бола бастады. Оған дейін болмаған. Көрдім, қарап оттым ғой. 3-ші күні бір 3 миллионға жеткізген ниет бір сол челлендж басталды да, TikTok'та ма бір нәрсе не? TikTok'тан біз в целом подписчиктарды өсіретінді қалай істейміз. Мен үшін де қызық болды да, реалити шоу. Өйткені маған да қызық болды. Бәрі айтады, Қазақстанда сен жарайды бақсаң, шетелде не істей аласың дейді. Көрейік, маған да қызық болды, не істей алатынымыз. Сөйтіп бастадық, 2-де 1 миллион подписчик болып тұрған, қазір 3 миллион болды. 1-де 9 бе де сондай еді ғой? Сондай. 1-де 9 ба, сондай бір нәрсе болып тұрған. Бәрін қарап жүргенсің ғой? Мен құранды қонам ғой өзі. Сөйтіп 3 миллионға жеткіздік. TikTok'ы вообще 2 миллионға тез жетті, соны білемін әйтеуір. Туда вообще не такой. Сөйтіп 10 күн жұмыс ұнады оған. 10 күнде нәтиже қатты ұнады. 10 күннен кейін все қаласыңдар деді. Сосын сөйлестік, сол жерде келістік. Маған қыранның ұнайтыны осы жағынан, басқа мобилографтар да бар, көреді ғой, шәкірттер бар, осы маркетинг саласында болсын, осылай бастап кезінде бір өзінің жұмысын көрсетуге бір не істемейді. Соны айтып едім. Маған өте қатты ұнайды. Бұрында да мысалы Тойотаның заказын алған кезде есіңде өзің айтатын едім ғой. Барып бірінші жаңадан шыққан Тойотаны барып достарынан болсын, біреуден болсын попросить етіп алып алады да, анаған тегін мощный видео жасап береді. Артынша уже Тойота көреді да, бұнымен жұмыс жасағысы келеді. Достар деп айтпай ақ қойған, адам отырып ше алып берген ол машинаны деп. Жоқ, айтайын деп едім. Мен біз көп жүрдік қой, мысалы Нұсретпен түскен кезде де қателеспесем Нұсретке видео түсіріп береді, тегін Нұсрет көрсетеді, берекет көрсетеді. Кішкене Нұсретпен коммуникациясы болмай қалды, өзі де қиялданып жүрген кезі ғой, бірақ енді мысалы үшін кім бұл Акио Тойотамен кездескен кезде турасында болды. Негізі шынымен де сату бізде тек қана приходить ету деп ойлайды да. Сату деген бір алмасу ғой. Мысалы үшін менің қызметім, сен ресурсың да, алмасайық. Егер алмасуда сен әділетті, орынды деп санасаң, аласың. Әділетсіз деп санасаң, алмайсың. Ал енді жаңағы біздің түсінігімізді сату деген ол приходить ету, то есть о бастан ол алданып тұр, бір ғана адам ұтады деген әңгіме болады. Сонымен сату конечно ыңғайсыз болып қалды. Бірақ мен шынымен Қыранның ол жағынан да көп көремін ғой. Соның арқасында бір жағынан коммуникация жағынан өзіміз білеміз ғой, қасымда жүрген жігіт қой. Бұл коммуникацияны вашими молитвами деп продады. Күшті. Осы не жоқ, шынымен ана сенде бір егер бір үлкен жауһар, бір үлкен бір осы байлық, бір қабілет болады.
бірақ қабілетті егер танылмаса, білмесе, ол сенікі ғана болып қалады. Қыран болса қарап отырсаң қазір елдің деңгейінде өзбекстан моңғолияның президентімен жүрсең бір нәрсе движение жасап әйтеуір ол жақта да бар ол жақта да не жақта да немен бұл енді анда ол бір жауһарды ол бір нені сокровище дейді орысша соны бір білу үшін оны айту керек. Айту деген әңгіме бізде енді анау бәрі жеке бренд деген нәрсенің бәрі келіп осындай рилс сұрап айтуды біледі ғой, а негізінде ол көрсету да, құлаққа әңгіме көп көрсетсең негізі. Сондықтан да мен сенімен жұмыс үйреніп қалғанмын, білемін ғой мен. Кейбір видеода келеді көресің, анау керісінше де сен ақша бергеннен кейін ғана жұмыс істеуге дайын да. Ал ақша айтып көрейік жұмысыңды көре десең, енді мен оның потенциалын білемін. Осыны мен көргенмін, бір адамды көрдім. Тілектес. Мен алғаш қасында жүрген балалардың бірі ғой. Тура сол модельде жұмыс істейді тілектес. Тура как раз спокойно жұмыс істейді, коммуникация кіреді, құдайға шүкір үйін алды, қателеспесем. То есть, мынандай мен бай ойлаймын да, қыраннан мықты видеографтар, моделографтар көп, скорее всего. Енді адам шәкірттен ұстаз шәкірт өзі дейді ғой, көп. Бірақ именно осыны бір индустриядан өзінің жаңағы нәпақасын жеу басқа, осы жерде бір үлкен масштабқа шығу басқа, ол как раз осы бір коммуникацияның арқасында деп ойлаймын. Соны көп адамдар кішкене байқамайды. Мықты видеограф болсам артынан жүгіру керек деп ойлайды. Олай емес қой, бір сатуың керексің, тұсыну керексің деп ойлаймын. Сондықтан қыранның бұл жағын как раз жаңа ойлап отырмын да. Маған қырандағы қазір тағы өткенде өзің ойыңда қызық болып тұр. Қазір әлеуметтік желінің рөлі кәсіпкердің өмірінде, президенттің өмірінде қазір өте маңызды нәрселер болып кетті ғой. Қазір президенттер де түсініп жатыр әлеуметтік желінің, мысалы да кәсіпкерлердің де қазір үлкен қанша кішкентай кәсіпкерден бастап миллиардер кәсіпкерге дейін қазір әлеуметтік желіні жүргізу керек екенін түсініп жатыр да. Вот не үшін керек осындай кәсіпкерлерге? Еменге не үшін керек болды? Сенің әлеуметтік желіде оны бүйтіп танытқаның? Енді мысалға бізде біріншіден неге әлеуметтік желіге бәрі барады? Өйткені ол жақта справедливый да, тепе-теңдік бар да. Ол жерде жаңа енді бастап жатқан кофейняда ертең кәсіпкер қатты атып кетуі мүмкін, не болмаса мықты бір кәсіпкер де өзінің бизнесін дамытуы мүмкін. Нақтылай жаңа Эмин Агаларов мырзаға қандай пайдасы болды десең, мысалға ол жерде 85 ЖК бір уақытта салынып жатыр да. 85 ЖК. Қаншама 400 коттедж салынып жатыр, стройка. Күнделікті біз барып, сол жаңа бір коттеджді көрсетеміз. Мынандай коттедж мұнша миллион тұрады дейді да. Эмин өзі айтады барып сол жерде. Балалар барып сразу іші сыртын түсіріп алады. Ішін жаңа сыртын көрсетеміз, коттедждің бағасын көрсетеміз. Первоначальный жаңа суммасы мұнша, рассрочка мұнша. 20% первоначально, 15% первоначалка. 48 ай рассрочка. Білемін бе? Сұрай берсеңізші мен. Внутренний рассрочка. Оны мысалға бұл нәрсені олар осы күнге дейін менеджерларға жасатқызған ғой. Жаңа бір лицо шығып айтады, біреу айтады, мен айтамын, сіз айту керексіз деймін да. Жүр, сізбен бірге барайық деп. Сенімді болады, халық сенеді. Ол кісі итак күнде өзі стройкада жүреді, тексереді. Итак соқты жүр өзі. Итак жүр, итак ұрысады, итак айқайлайды. Итак, жаңа ұрыс керіс қой стройка деген бәрі. Мен бір жылда қазір архитектор болып кеттім. Мастер план, свай деген бәрін білемін. Енді күнде қарап жүресің ғой. Соны күнде ұрсады, жаңа күнде бір жұмыс істейді. Мен айтамын, да осыны көрсетейік деймін. Осыны көрсетсек, адамдарға сенімділік пайда болады. Жаңа 18 жыл бойы қала салған, оны көрсетпеген, бірақ соңғы 2 жылда адамдарда сенімділік пайда болды да. Бұл адам өзі жүр екен ғой. Әрине, ол кісінің өзінің үлкен бэкграунды бар, үлкен несі бар. Біздің негізі жасайтынымыз оның бір істеген нәрсесін адамдарға дұрыс көзқараспен көрсетіп жеткізу. Менің ойымша Сибирис кеше басталған проект сияқты 18 жыл тоқсамайды ма? Ол негізі стройкасы 18 жыл бойы. Үйлер көремін ғой, ескі үйлер, ойлап қойдым, значит уже баяғыдан бері болды дейсің да? Өзінің 50 мың халқы бар ол жерде. По-своему, иә? По-своему. Анау нелерді гифтердің есімде анау бір военный алды ғой? Ол гиф енді Құдай көмектесті. Біз келдік. Қарабақта болған бір ардагер екен, аяғы жоқ қой не? Қол жоқ па? Жоқ, көзі бір қолы істемейді, сосын бір көзі. Соғыста мүгедек адам алып кетті ма? Гиф сол мүгедек алды ғой сол. Енді гиф о жақта Әзербайжанда болмаған ғой көп, ондай масштабта. Ойлаңыз, болмаған, естемеген, менде спонсор бар. Ақша жетеді. Не ойнатсаң да маған қыран $1 миллион вилласын ойнатайық дейді. Келесі жылға алдырып қойып тұра тұрыңыз деймін. Соны айтамын, давайте квартира деді, квартира ойнаттық. Страшно продажа көтерілді. Көрдім. Сол нәрседен. Астында комментарий болсам, тура бізде сияқты отырып қалғанда кейбіреулер қуанады, кейбіреу не қылады. Бірақ соңында сол ардагер өтіп кетті, Құдай көмектесті бізге. Ардагер өткеннен кейін көп адам үндемей қалды.
вот мысалы да Қуаныш мырза, енді Қазақстандағы ең бірінші мынау кәсіпкерлердің арасында әлеуметтік желіні белсенді пайдаланғандар өзіңіз кезінде даже мен айтамын ғой, Қуаныш Шонбай деймін ғой, ең бірінші болған. мен осы кісінің жаңағы несі видеограф болған, біз Америкаға барып кітаптың рекламасын түсіргенбіз деймін. Ол кезде кітаптың рекламасын ба? ол кезде ешкім сөйтіп түсірмеген ғой деймін ғой, ешкім жасамаған кездер ғой. Соны айтамын да, вот енді сіз енді қазір уже үйрендіңіз, әлеуметтік желінің астына қарасаң комментте хейттар болып жатады. Вообще ол нормально қабылдап жатыр ма? Қазір басында қиналған жоқ па? Өйткені оңай емес қой кәсіпкерге, сен и так жұмысың мына жақта қырылып жатыр. Сіз сол кезде румит салып жүрдіңіз, соның арқасында хейт та болды, жақсы жағы да болды. Наоборот, оны да бір әдемі пайдаландыңыздар, мысалы анау негативтердің өзін. Вот ол кісі қалай қазір көп вниманиені, көп ана жердегі арасында хейті да бар, несі да бар, мазағы да бар, нормально. Әнші болғаннан кейін жеңіл болды, кажется, оған, иә. Ол нормально қарайды былай. Ол видите, мынандай ғой. Бізде ұялады ғой кәсіпкерлер, бір хейт болса қашып кетеді. Жоқ, мүлдем ұялмайды, мүлдем ондай жоқ. Керісінше ұялады, қасындағы кәсіпкер кісілер айтады, жаңағы самдар орынбасарлар айтады, енді басында мені түсірме, мені көрсетпе, мені бүйтпе деп. Басында сөйтетін, қазір бізге сыйлық береді, келеді, мені көрсет, мені көбірек көрсет деп. Енді ол адамдар жанындағы кейбір бір болып қалады, бір кәсіпкер болады да, мықты, жаңағы артынан өтіп бара жатқан бір кадр үшін. Әдемі кадр тұрады, иә. Әдемі кадр, мен артында менің артынан өтіп бара жатқанын бір моментін, секундын біз байқамай қосып жібергеніміз үшін бізге келіп сыйлық әкеліп береді. Гуччи сумка, ойбай рахмет, мен социальный сетіне шықтым соңында. Айтамын, бүйтіп бизнес жасауға болады екен ғой деп. Былай ол енді 25 жыл бойы медиа саласына келе жатқан адам, оған мүлдем тимейді. Мүлдем. Психический инфраструктурасы болғанда оның, өйткені енді әнші шықты, енді оның үстіне ана бүкіл Ресейдің жаңағы нелері бар ғой. Бір нәрсе, Жара ТВ деген, Жара Аурс деген Ресейдің әншілері, солардың бәріне осы организациясын жасайтын кісі сол екен ғой. Енді емен әкесі мықты ғой. Сосын бұның әкесінің баласы деген бір, мен енді баяғыдан бір көретін, содан бұл бөліктен шығу үшін негізі көп өз жұмыс істеді. Талантты болғандықтан әкесінен бөлініп жаңа Әзербайжанға келіп сол жақтан қала саламын деді. Өйткені дәл сондай үлкен әкесінің қаласы Мәскеуде бар айтпаса. Иә, сонымен мен қарап жүрмін, өйткені содан, то есть сондықтан да бұда анда күресу, одан кейін енді бәрібір енді әлеуметтік желі бәрі ондай болған жоқ, бірақ ол кезде мысалы көріп отырдым мен анау интервью бір нәрсе барған кезде де мысалы қатты бір неоднозначный фигура еді, өйткені әкесін тура айта береді. Енді бұл Алсу екеуі қиналды. Алсу да сондай ғой, Алсудың әкесі мықты, сонымен Алсу жақсы әнші ғой өзі, бірақ әке қандай болғаннан кейін бізде енді обязательно бір кедей болып сөйтіп шықсаң, ана бір не болсын да, бірақ андай болса, стартовый капитал болса, оның еңбегінің бәрі нөл болады да. Әкесінің арқасы ғой дейсің. Біз кака футболист ол да негізі байдың семьясынан шыққан ғой, сол үшін де қатты не қылмай қала ма деп ойлаймын да. Жоқ, мықты болған ғой, бірақ кедей отбасынан шығып сол история болса, ол мне кажется, кака x2 x3 болады деді да. Еңбегі бағаланды. Ана жерден ол байдың семьясынан шыққан, сондықтан оған не қылмайды, сондықтан да оны мен ойлаймын, морально дайын болған. А вот басқа кәсіпкер білмеймін, ондай бэкграунд болмаса 25 жыл сахнада өлеңін. Енді сахнада көп жүргені бар, оның үстіне ана Жара премия деген өтеді ғой Ресейде, бүкіл Ресейдің тиктокерлары нелерге премия береді екен, сондай премияда отырмыз бір күн. Мен отырмын, жерде біздің бастығымыз отыр, Эмин агалар, вип столда отырмыз да. Ана жерде азиаттардан азиаттар вообще қазақ қырғыздарда отырған тек біз ғой, басқалар официанттар қырғыздар балалар не істеп жүрсіңдер деген сияқты тұрсай мен ана жанынан тұрып сәл былай қарай шықсам мен шығар жібереді кіру қиын не істеп жүрсіңдер сияқты деп қарайды ғой. Қызық, сол үшін ол медианы өте жақсы түсінеді, сол үшін біз бір-бірімізді андай сөзсіз түсіне береміз да. Маған жұмыс істеген кезде жақсы, ешқашан екі рет камераға бір нәрсе айтпайды, сразу микрофон тағасын, өзі сөйлеп айтып береді, 5-6 рилсқа сөйлеп береді, ары қарай өзіміз жұмысымызды істеп жүре береміз. Қасында енді қарасам тек сен ғана жүрген сияқтысың да, қалған партнерлары енді командасы ғана жүр, бірақ Қыранға ғана бір достық берілген, өте күшті. Енді мен Қыранның рөлін бізде команда бар, иә, жоқта. Жоқ, мысалы сенің рөлің енді Қазақстанда сен Қырансың да енді. Қырке жаңағы болдың, қайтадан барып былай қарасаң, маман болып, жұмысшы болып қайтадан барды ғой енді. Ол жақта сен уже ол еще мен как раз сол периодты білем, қатты қуанған себебімді айтайын. Мен мысалы негізі Қыран енді қолымыздан шыққан енді жалғыз адам емес қой, енді көп балалар болды ғой. Бірақ мен Корея сонағана бұл қателеспесем президенттер бізде саммит болды ғой. Бұл как раз вертолетпен ұшып жүрген кадрларын салып, СГО-мен жүрген кезде бұл енді грубо айтқанда Қазақстанда карьерасының бұл пигіне, влияние жағынан пигіне жеткен кезінде мен сол есімде. Сол күні ертесіне ма, бір аптадан кейін ба неге кетіп қалды Әзербайжанға. То есть мен соған қатты риза болдым. Негізі анау қолынан бір кәсіп беретін бала ойлап көріңізші. Негізі бұл кәдімгідей бір типичный қазақтың істейтін тірлігі емес. Мына жақта
енді вақыт бар, танысып отырсың, уже не бар, біздікілер енді вообще апаға мынау көрініп тұр видеолар түсіру үшін оңай емес қой енді. Апаға емес, облыстық акиматқа спокойно кіріп шыққанға көтермей қалатын мүмкіндіктер бар ғой бізде көп қой. Ал оны соны көрдім мен шынымен жаңағы не айтасыз, ана жерде келіп тастап өзінің кәсібіне қайтадан бару деген бұл екінің бірінің қолынан келмейді. Сол мен прям соған қатты риза болдым, если честно. Енді ол Қуаныш мырза ол жақсы махаббаттың ғана, жұмысқа деген махаббаттың несі деп ойлаймын. Өйткені қатты кайфовать етемін мен барып жұмыс істегенде, бір проекттер бергенде, бір нәрселермен айналысқан кезде рахат аламын. Енді шынымен де жаңа сіз айтатын едіңіз ғой, әр маман өзінің жұмысымен айналысу керек деп. Мен содан рахат аламын, жұмыс істеймін. Бірақ басында енді алғашқы бір ай қиын болды. Өйткені сен қыран болып барған кезде ана жақтан әзербайжанецтер саған басқаша қарайды. Танымайды. Нөлсің ғой енді. Нөлсің, не істейсің, оңай болған жоқ. Қасындағылар мына кім дейді? Кім дейді, оның жанында. Одан выскочка болып көрініп тұрады по-любому. Выскочка болып көрінеді, өзінше болып көрінесің, отырады. 3-4 сағаттан күткен кездері болған. Әшейін бір жыл түсіріп жүрмін. 3-4 сағаттан отырып күткен кездері болған. Талай айтқан мен әйеліме болды кеттік, қайтайық деп. Бұл жерде Гүлзадаға көп рахмет. Өте қолдау көрсетіп маған, жоқ бұл жерде потенциал бар, көрейік деп, нәтижеге істеп. Айтады, сен қай нәтиже көрсетіп ал, сосын барып кетейік та дейді. Сол нәрсе деседі, біз результат көрсеткеннен кейін отношение полный өзгерді. Мен оны 100% мен қазір елестеттім де, бізде де болды ғой. Сен потому что бір зона комфортынан шыға алмаудың адам себептері сол ғой. Өйткені бір үйреніп қалған зонасы бар. Мысалы үшін бір кәсіпкер болуы мүмкін, Таразда по-своему бір өзінің кішігірім авторитеті бар. Сөйтіп Алматыға келеді. Енді Тараздағы ортасы, таныстары, ол гаишник тану мүмкін ана жақта дұрыс па? Сонда бір танысы бар, там кафелері бар, үйреніп қалған, официант жақсы көреді, өзінің бір енді түркше өтеді ғой, мен düzenim бар дейді ғой, өзінің бір құрып қойған бір өзінің бір нормасы бар. И ол нормада өте жақсы сезінеді ол. Сөйтіп Алматыға келетін болса, Алматыда ол танымайды, қайтадан басынан бастап істеу керек. Соған қашады ғой, ана бір яма болды ғой бір. Сол ямадан, яма не ұзақ болмайды, өйткені ол Таразда бэкграунд бар ғой сенде. Бэкграунд бар ғой. Ол соны түсінбейді, потому что нөл болып тұр ғой. Сәл шыдаса негізі кетейін деп тұр. Менде не болды ғой, магистратураға түстім. Представь, енді магистратурада мен өзімше аяқта қуаныш шомбаймын. Елдің бәрі айтты ғой, мен Қуаныш мырза, мұғалімдер мырза, сіз үйретесің шығарсыз деп. Ойлап қалдым құрсын, көрсетейін деп. Сөйттім де мен жаңағы КТ дейді ғой, комплект тексеруіне кірдім де, дайындалмай 94 па 95 балл алдым. Сөйтсек мықты бала екен. Көп адам 500 адам тапсырған, оның бір тек 300 ғана 200 түскен, 300 өтпей қалған даже. Грантқа типа 100-ақ грант па сондай. Ойладым, мен мықты екенмін деп ше ана жерде. Мен бар ғой, бәке сізге өтірік маған ше, мен көрдім ғой, мен 1,5 ай мен жаңа қыранның несін түсініп тұрмын да, бір кем ешкім емеспін. Бір-екі адам таниды, былай бір не қылады, кейбір мұғалімдер андай ғой, таныса танымаған сияқты болады да, принципиально не қылады ше. Мен 1,5 ай бар ғой, өзімше нөл болдым ғой, вообще. Еще менің бұл, видимо, міндеттісініп өзінше выпендриваться, кажется, сезеді ғой, энергетически білініп тұрады ғой. Олар да прям газ етіп тұрды да, мен 1,5 ай бойы мен нөл болдым. Кейін 1,5 айдан кейін бар уже қайта үйреніп алғаннан кейін, Құдайға шүкір, бірақ ана бэкграунд қатты көмектеседі. Қайтып келсең реальность болып тұрады. Поэтому көп главный инсайттардың бірі, енді мен қыранды көп айттым ғой, мәке, мен көріп жатырмын ба, жүрді, оқып жүрді, бұл кажется Турцияда СУ-да жүрген кезде, мысалы Лексикпен таныстырған кезде, ол кезде де бұл по-своему бір қитетін университетте. Қайта нөл болды да, неге келді, Lexus Toyota келді, енді ол оңай болған жоқ бұл енді арта салмай, багажникке соған сәл қалған кез ғой. Сөйтіп жүрді да, хит болған кезде, қайқа бардың қылан? Мобилография келдің сен, мобилография келді. Ол да нөл болды, қасымызда жүрді, айтты келді, түнімен бір ұрсып, құрсын таяқ жеп. Сөйтіп келді, көтерілді да, условно говоря, жаңа СГО-ға шықтың, мықты заказдар алдың, ода даже мобилографиясында. Қайтадан нөл болды. Енді бұл оңай емес деп ойлаймын, бұл андай бір-екі рет болатын нәрсе емес, бұл кәдімгідей бір закономерно сияқты да. Қалай ойлайсыз? Осы бір нені, осы принцип. Қыран қалай ойлайсың? Осы бір былай ойланып көргенсің ба? Ойланып көрдім. Мен білмеймін, Қуаныш мырза, сіздерге жақсырақ көрінетін шығар. Мен әлі оқушы сияқтымын, өзім оқушы сияқтымын, әлі үйреніп жүрген адам сияқтымын. Енді түсіріп үйреніп жүрген сияқтымын. Күнде бүйтіп. Тереңірек біз қазір изучать етіп бастап бір нәрсені оқып қарағанда, мен білмейді екенмін ғой, вообще енді бастап жатыр екенмін ғой деген ойлар келеді. Бұрын жаңа Америка оқуға кеткенде, мен Америкадан келгенде анда оймен келгем. Мен бәрін біліп тұр екенмін. Аларың ештеңе білмейді, қазір жарамыз деген. Бірақ сол сенімділікпен алып шықтым деп ойлаймын кейде. Сол анда бір
қазір ойласаң енді үйреніп жатырмыз, бірақ мен үшін әрдайым құлап аттым, көтеріліп аттым емес, мен үшін әрдайым мен өзіме ұнайтын затпен айналысып жүрмін. Болды. Осы нәрсе маған нанымды тауып әкеліп жатыр, осы нәрсе маған ақша әкеліп жатыр, маған осы нәрсе ұнайды, мен осымен айналысамын деген бір оймен. Жоқ, құлау дегенде мен андай алған жоқ, анда просто анау мына жақта сен социальный да, сен мысалы үшін қараң бар қайтадан жаңағы күтіп 4 сағат, сен Қазақстанда мен сен вряд ли сен 4 сағат күтетін едім біреуді ше. Барған жерде күтесің, сол айтып тұрмын да. Нәпсіге ауыр тиеді да. Нәпсіге ауыр тиеді, өте ауыр тиеді. Бірақ маған андай болды, мен қазір Қазақстанға барсам, жоқ Қазақстанға емес, мен қазір мына жерге кетсем, онда мен өз-өзіме мне повезло деген нәрсемен қалып қалатын едім да. Мне один раз повезло, мен өзімде тұрып қаламын деген, онда мен білмеймін, өзім жеп қоятын едім. Маған ой болды, мен кетемін бұл жерден, басында 2 айдан кейін все, точно 100% кетеміз. Бірақ онда результат көрсетіп кетейік дедік, кетсек те. Дәлелдеп, біз не істей алатынымызды, не екеніміз көрсетейік дедік. Содан кейін басталды күнделікті жұмыс, командамыз 1500 видео жасадық бір жылда. 1500 видеомен. Қанша уақыт қазір ол кісімен жұмыс жасайсыз? Контракт ба бірдеңе бар ма? Қазір міне 1 жыл болды тура. 1 жыл болды. 1 жылдық контракт еді негізі. Негізі 1 жылдық контракт еді. UFC сияқты деген ғой контракт. 1 жыл, одан кейін 1 жылдан кейін қайтадан создырасыңдар. Көреміз, 1 жылдан кейін сөйлесеміз. Қазір уже ары қарай енді сөйлесеміз. Иә, ары қарай. Енді қарашы, енді бұл сұрақты қойған маған қаншалықты орынды, орынсыз, бірақ сен енді кәдімгі бір социальный көп адамның қолы жете бермейтін бір бір немен аудиториямен контакттасың ғой, енді мысалы үшін президенттермен, то же самое там емен деген ол ненің может 0,1%-ның аудиториясына кіреді ше. Менде басына шыққан кезде какой-то не болған бір жаңа бір не ғой, көресің ғой. Маған қызық, енді сен осы қанша частный самолетта ұшып жүрсің, осындай кісімен сөйлесіп отырсың, қандай бір сенде бір инсайт болып отыр. Мысалы үшін сен бір бай адамның бір образы болды ғой. Иә. Бай адам андай болу керек екен. Мысалы үшін бай адам андай бір не бар да, бізде көп образ ше. Мен бай болсам, ақшаны ал оңды солды шашатын адамды біз бай деп ойлайтынбыз деген сияқты ощущение болатын. То есть бай болған. Кейін мен сондай кісілермен контакт құра бастағанда, Forbes-та кісілермен контакт құра бастаған кезде, мен жас кезім мысалы 10 жыл бұрын келгенде, мен бір түсінген нәрсем ол ең ол иллюзия да, то есть бай ондай емес ол. Жоқ, иллюзия. Соған сенің не да? Сен жақтан көзқарас, сен терезеден қарағанда қалай көрінді ол? Қалай екен? Не деп ойлап жүрдің? Қалай екен оказывается? Енді мен ойлаған кезде өте көп байлығы бар бір адам, мен бүйтіп ойлаған. Адам бір өте көп байлыққа жеткен кезде, жетіп алғаннан кейін уже шашып бастайды деп ойлаған. Шашуға право алады как будто, шашуға право алады и шашып бастайды деп ойлаған. Бірақ ондай емес. Как бы кетіп жатқан күнделікті көрсең, расход көп та, өте. Ана жаққа барады, жеке ұшақтың бір жерге қонуының, тұруының өзі бір 20 мың, 30 мың доллар. Ана жақ біздің бір 2-3 жерге ұшып келуіміз болды, бізде бір пәтер қалдырып кетіп отырасың да. Бірақ мен сұраймын ғой, неге десем, ол кісінің көзқарасы өте күшті. Мен қазір ұшып жүрмін, бүкіл командамен ұшамын дейді. Осы жерде өзім келіссөздерін жүргіземін, партнерлармен бірге ұшып келеміз. Мен бұл ұшақтың ішінде тағы да 4-5 ұшақтың келісім шартын жасаймын дейді. Олардың тілімен қарасаң өте логично. Бірақ оңды солды шашатын мен көрген жоқпын. Әрбір тиынын, әрбір жаңағы затын, стройкаға дейін, кафельдің бағасына дейін өзі барып адамдар қарайды. Адам бай болған сайын керісінше есепке мықты болады екен. Ана бір несін көргем, мен есептегенде жердің жермен есептеймін деген видеосы бар ғой. Типа жерде несін, типа бір сот үйде 10 мың қалам и сатқан кезде қанша сатамын деп ойлаймын деп. Кәдімгідей есебі бар. Мысалға жаңа қазір олар бүйкен ғой, басына жерді 10 сотты сатып алып 500-600 адамның жерін қосқан ғой. Сон басында мен ең бірінші жерлер түк жоқ кезінде дейді 10 мың 20 мың доллар қалатын, қазір соңғы жерімде 1 миллион доллар қалдым дейді да, 10 соттықта. И ол маған невыгодно, сол үшін біз енді теңізге қарай остырып салып жатырмыз дейді. Арзанырақ шығады дейді да. Былай қарасаң енді жындыма неғып теңізге салып жатыр деп ойлайды ғой, көп ақша кетеді. Былай қарасаң логично арзанырақ. Осы жерде мен бір не айтсайыншы, мен бізге айтылған құпияда айттым да, кәсіпкер үшін қымбат арзан деген категория болмайды. Иә. Ал адам үшін болады. Қымбат арзан. Ол бірақ қымбат арзан неге қарап айтасың сен оны? Сен табысыңа қарап айтасың сен. Мынау мен табысыма қарағанда қымбат машина, арзан машина. Кәсіпкер үйтіп айтатын болсақ, ең бірінші қадалатын жері сол. Кәсіпкер бір нәрсені ақтайды. Бір нәрсені ойланады. Ақтайды, ақтамайды деген. Бізде Румиде жүрген кезде мен бір қаланың ортасынан не алғам, Абылайханда. Сол кезде арендасы 4 миллион теңге етін. 4 миллион теңге деген мәке ол қай жыл? 2015 жыл, қазіргі примерно 10 миллионмен бір дейін аурасы.
ол әңгімені сен аренданы нені айтпай ақ қой, төлеуді әшейін енді может 15 миллион енді, потому что нереально бұл кезде арендалар 1 миллион етін енді анау қазір сол 15 миллион сияқты ана әшейін идеяның өзі ана баста жарып жіберетін еді да идеяның өзі. Сол кезде мен кейін санап қарасам менде қағаз жүзінде ақтап тұр. Осы көрейік дедім, сөйтіп барды. Логично келіп тұр, келіп тұр, жатып тұр карталар ше. Көрейік, все, давай. И сол бір айда біз олардың доходтарынан там x4, соның ішімен біз нормально көтерілдік та, тек локацияның арқасында. И жаңа нәрсе да біз бірінші сабақ, то есть кәсіпкер, ол жақсы кәсіпкер, тем более бай кәсіпкерлер. Олар мысалы самолетті сол ойлайды, мен гарантия беремін, кім бар, анау Илон Маскта үй жоқ қой, Илон Маск білесіз ба? Сондай емес, үй жоқ. Өзінің самолеті жоқ қой, білесіз ба? Жоқ, үй жоқ, бірақ самолетті ұшады, жасын самолетпен. Неге? Есептеген ғой, выгодный. Ұшқан выгодно, чем былай ұшқаннан күткеннен гөрі деп. Солай да? Анда любой уақытта ұшалады, келе алады деген сияқты әңгіме. Так, қараңыз, давай, жаңағы ойды бітірейік. Біріншісі, кәсіпкер ақтайды, ақтамайды деген принцип бойынша соны түсіндім. Оның сонда ақшасы шашпайды, ақшасын санайды. Ақшасын шашпайды, ақшасын санайды, ақтайды, ақтамайды деп қана ойлайды. Бірінші сол. Өйткені қазіргі Сибриздің күндік расходы $2 миллион. Сибриз болып ары қарай тұру үшін күндік $2 миллион расход шығады. Ең қиын күн дүйсенбі $6 миллион расход шығады. Сенбі жиналып қалады ғой. И мен басын сынып кететін да миым, қалай ол деп. Бірақ ақтап жатыр. Күнделікті Сибризде 85 ЖК салынып жатыр деймін, жилой комплекс. Олар бұрынғы сатылып жатқан. Бір квартира сатылады, новый не салынады. Бір квартира салынады солай. Есепке мықты болады екен біріншісі. Қарап бітті қана біз имен жақтан қарамайық енді, сол категорияда қарап жүрсің, түсініп жүрсің ғой енді, имен ағасы достары да осындай. Екіншісі, олар ақшаның құны кетіп қалған. Оларға идея қымбатырақ ылғи. Қызық нәрсе, жаңа айтады, мынау айтады, сағат не, олардың бір қатты несі жоқ, құндылығы жоқ. Бірінші ең жаңағы крутой адам кім дейді, ең мықты адам кім, идеясы бар адам басында дейді. Бірақ ең соңғысы бір нәрсені қалдырмайды. Қазір жасауға, қазір бітіруге болатын зат болса, дәл қазір бітіріп тастауға тырысады. Сен қалай деп ойлаушы едің баяғыда? Онда адамдар қалай деп ойлайтын едің, қазір қалай екен? Бұрын білмеймін, мен бұрын басқаша елестететін. Кайфарик, не түсінбейді деп. Алдар көсе ғой, грубо говоря, Алдар көсе мультфильмде ғана бай бар ғой, ақымақ бай. Ақымақ бай примерно сондай, жанында адамдар жүреді, солар алдайды, солардың ондай емес. Керісінше олар бәрін біледі. Жанындағы жүргендердің кім алдайды, кім алдамайды, кім шынымен. Ондай адамдардың енді айтады, опытный пропиос дейді ғой. Түбіне дейін бәрін біліп тұрады сенің ішінде не бар екен, не болып жатқанын. Біз жүріп үйреніп жүрміз күнделікті. Супер. Бірінші сабақ ақшаға қатты не есепке жақсы. Окупайды ойлайды. Екіншісі жаңағы нені біз ойлағанда ақымақ емес олар, иә? Біз ойлағанда ақымақ емес. Бірақ ақымақтың рөлінде жүре береді да, жүре беруі мүмкін да. Білдірмейді. Білдірмейді. Сен білмей қалуың да мүмкінсің да. Көп біз байларды көріп ақымақ деп ойлаймыз ғой, мүмкін ол ақымақ емес те болып қалуы мүмкін. Мынаны байқадың ба сен? Спор болады ғой. Иә. Мысалы үшін сен допустим енді спор болады, сен біліп тұрсың, анау спорт етіп тұрған адамның позициясы слабый. Бірақ мынау не қылмайды, кірмейді ол спорға. Ладно, жақсы дұрыс деп кете салады. Бірақ ішінде ол 100% оны қате деп ойлап тұр. Байқадың ба оны? Андай біз сияқты спорласып кетпейді, комментарийға тоже спорласпайды олар. Иә. Ну ладно. И бүкіл нәрсеге просто қарайды. Бүкіл нәрсеге өте просто қарайды. Жаман бір жөндірленген заттар болады ғой, іште жүріп көргеннен кейін. Қиындық болсын, не болмаса бір керемет бір нәрсе болсын. Бізде бір видеомыз 50 миллион просмотрға атты. Күткен мен сол кезде, қарайды, красавчик, жатып жатсың да, эмоция бірдей бәрібір. Там бір нәрсе атса да, или быт-шыт болып атсақ та, бәрібір да. Кез келген нәрсені нормально қабылдап үйреніп қалған. Иммунитет бар шығар енді. Хоккейсіз қабылдау, иә? Хоккейсіз қабылдау, иммунитет көп шығар. Өйткені көп нәрсені не істеген ғой. Өткенде бастан өткізген. Сұрақ қойсам. Бозжыраға алып келдің. Сен идеяң болды ма? Короче, Бозжыра енді айта берсек өзіміз қазақпыз ғой, өзіміз. Негізі былай болған, біз барғанбыз, барған кезде Қазақстанға кіру, бір нәрсе жасау дегеннен қашатын, короче. Сонымен айтамын ғой, енді бір-екі қазақ онша емес болса, біз ондай емеспіз ғой деп. Сосын 4 айдан кейін айтты, как раз ұшақта келе жатырмыз, жеке самолет ұшақта, үшеуміз 4 адам сол айтады. Қаран, сендер
қазақтар туралы ойымды өзгерттіңдер дейді ғой вообще. Оказывается, мен айтамын, бізбен бірге басқа қазақтарды алып келеміз, біз нормальный қазақтарды алып келеміз деймін ғой. Соны өзгерттім дейді. Сосын біз Бозжыраны, Ақтауды бұрыннан келген күннен бастап айтатынбыз. Жоқ демейтін, жоқ деп айтпайды ешқашан. Көреміз, ойланайық, ақылдасайық. Ешқашан ешкімге жоқ деп айтпайды, осы нәрсені үйрендім. Көрейік, ақылдасайық, ойланайық. Көрейік, не маған айтып барш мобилог жұмысын істеші десе болады ғой. Жарасады ғой, бар. Орынды түсірші бар. Нең бар десе де болады. Айтамыз, Қазақстандай не сөйтіп шақырту келді Қазақстанға, Ақтауға, соны айттық. Көріңізші хотя бы бар. Ұнамаса бір контент жасап қайтамыз. Ұнайды, миллион просмотр болады деп. Сөйтіп Алматы біз неге болғанбыз? Ташкенттен Дербентке ұшу керек болды. Ортада Ақтауға келіп қонды. Жарайды, қонамыз 3-4 сағат. Сол Ақтауда Бозжыраны бар көрсеттік. Өте қатты ұнады. Сынды ана жерге. Күшті екен деп. Осылай болған нәрсе. Құдай қаласа ол жоба болатын сияқты. Енді қызық нәрсе, біз Ақтауға инвестор сияқты алып келген кезде не болды? Информационный үлкен бір шум болып кетті ғой біздер. Құртқалы жатыр екен, бұзғалы жатыр екен деп. Әрине Маңғыстау халқында түсінуге болады. Сен еще Бозжыра травмасы бар. Травмасы бар. Бозжыраменен олар түсінуге болады, бірақ біздікі егер бір жақсы зат болса, соған себепкер болу ғой, еліміздің дамуына. Жоқ, болатын сияқты ма, қалай ойлайсың, ощущение бойынша енді? Болмайтын сияқты ма? Ойлану керек па? Ақылдасу керек болып тұр. Жоқ, оған ұнап тұр. Иә, істеймін, саламын деп тұр. Бірақ та енді маған конкретно айтқан жоқ, қыран істемеймін, салмаймын деп. Бірақ та менің ойымша, сен бір елге ойлаңызшы, ертең барып Қырғызстанға Есіккөл дамытамыз, Есіккөл деп ақша салып алып жатсыз. Есіккөлдер шығады, ойбай, кет, оңбаған, өліп қал деп саған шығып жатса, сен лучше Алматыға сала берейін ба деп ой келеді ғой сізде. Алатауға тағы да бір пікір бар, Балқашқа ма қай жерде бір тағы да одан басқа, Бозжырадан басқа. Алакөлге ма? Жоқ, әзірге ондай жоқ. Қазір сол жерде Сибриз деген бренд ретінде қазір Өзбекстанға салынып жатыр, Монтенегрода салынып жатыр, неде Әзербайжанда, Турцияда и тағы бір екі мемлекетте. Мен Ташкентте Сибриздің, кажется, аты Сибриз болғаннан бір теңіз болу керек сияқты ғой, бірақ енді бренд болып тұр ғой. Бірақ мен, кажется, коттедждер қатты өтетін сияқты, потому что Ташкентті қарап отырмын, коттеджный городоктарға бір фанат етеді ме нәрсе деген өзбектер қатты. Бізде қатты ондай мәдениет жоқ, олар жаман андай өз махалла үйреніп қалғаннан кейін ба бір махалла сияқты болып, кажется, сол болатын сияқты. Өйткені Қырғызстанға барыңдар, Ыстықкөл ол жақта болды. Қырғызстанға барды, Қырғызстанда да Ыстықкөл Сибриздің жобасы жасалынып жатыр. Негізі андай Бозжыраның да негізі жобасы бар, дизайны бар. Менде даже көрсете аламын примерно дизайндар. Бірақ та енді оған инвестиция керек, көп ақша керек. 25-50 миллион доллардың проектісін салды да. Енді мен салам деп отыр, кіммен бірге істейміз, қалай істейміз. Үлкен жоба болғаннан кейін біз айтамыз, біз бағыт көрсетушіміз, сізге көмектесеміз, пайдалы боламыз барынша, бірақ шешім қабылдайтын өзіңіз деп айтамыз. Ақтау, Ақтау қашқа дәлпесем 200 миллиондан астам ақша кеткен ғой деймін енді. То есть как бы банкпен істеп, то есть қымбат жобалар негізі. Ақтауда несі сол қымбат. Негізі ол жерде бұрын түріктерді саламыз деді, ол кезде де бір шум болып тоқтатып қалды несіменен. Иә, ол жерде енді халқы соның несі ол жердің несі тұрғыны. Сіздің ойыңыз қандай? Жоқ, сол тұрғыны болғаннан кейін енді әрине адам кеше енді нені Бозжыраның киесі бар, бөлек қой, біз енді сенет 362 әулие бар. Ол тұрмақ кеше мен нені көріп отырмын да, неде Қапшағайда, Қапшағай оңғасында бір қолдан жасалған нәрсе ғой негізі. Сол жерде бір жігіт бар екен, егер. Сол айтады, мен тұлғам, осы тұрамын дейді. И біздің туристер барып ана жерден бытшын шығарып жүрген ғой, мусор. Не айтады да, мынаны ертең жануарлар жейді, өледі. Осын бұл жермен бірге неге барады, Қапшағайға барады. Келдіңдер ма тыныш, ладно, кетсіңдерші деген сияқты болып тұрды. Бұл әшейін Қапшағай. Енді Бозжырадан да қорқатын сол деп ойлаймын ғой, ана жерде егер сақтайды, сол жерде шынымен де дамытады деген болса, ешкім қарсы шықпайды. Бірақ біздікі дамытады деп келіп сенім болмайды ғой. Қиратып кетеді деп ойлайды ғой, шынымен де ол енді қорқынышын да түсінуге болады да. Бірақ егер де бір шынымен жанашыр адам болатын болса, жоқ, мен ойлаймын, оны бұл жерде шешім жаңағы халық
халықтың ақсақалдары бар, әкімдік бар, бәрінің жиналып ақылдасу керек бір не шығар. Өйткені жоқ болса онда біз көнеміз, дамымайды бұл. Біз айтуымыз керек, жоқ керек емес болса хорошо өйстіп қалады, дамымайды. Иә. Әркім келіп өзінше істеп кетеді, оны біз көнуіміз керек. Иә. Егер дамытқымыз келетін болса, онда белгілі бір неге барамыз. Единый бір адаммен істеп, бір ақылдасу керек әңгіме шығар. Өйткені мен де 100% келісемін да, жаңағы жерде мусор жатады, бір нәрсе быт-шыт болып жатады. Бірақ та жаңағы біз Америкада анда-мында барғанда бар ғой неше түрлі әдемі нацпарктар, мусор жоқ. Японияда да адамдар тұрады, қарап тұрады саған, жаңағы кіруіне билет төлейсің. Неге сөйтіп жасамасқа деп ойлаймын. Жарайды, стройка салмасақ та хотя бы входной билетімен бір су сататын, жаңағы бозжыраға барғанда су аламайсың ғой. Бозжырада 2 күн қонған адамбыз ғой жерде. Прям түбінде. Дәретханаға барамайсың ғой жерде. Хотя бы сондай бір нәрсе істеуге болады деп ойлаймын мен ойлаймын. Иә, енді ана ауыз келгенде үріп ішеді дегендей, енді соған әйтпесе. Маған тағы бір сұрақ келіп тұр да. Енді сіз Әзербайжанды барып көріп жатсыз, Қазақстанды шын білесіз, өзіміздің елді. Барып Өзбекстанмен қазір олар келіссөз жүргізіп жатыр, Өзбекстан, Қырғызстанға барып жатсыз, Ресейге барып жатсыз. Қазақтар қазір қалай көрінеді көзіңізге? Біз қаталмыз ба? Біз жаңағыдай арасындағы бізге деген сыртқы көзқарасынан бастап көзқарасының өзгерді ме, или қалай ойлайсыз мысалы? Немізде қандай идеялар келді? Қазақстан мүмкін былай істету керек еді бізге деген сияқты. Қандай идея келді деп ойлайсыз ба? Идеяға дейінгі мүмкін бір өзіміздің ерекшелігімізді байқадың ба, қазақтардың қандай екенін жалпы? Бізде здоровый конкуренция бар. Мен соны байқадым. Конкретно справедливый, жаңағы адал, ашық түрдегі бізде конкуренцияға бәрінде жол бар. Мен ойладым да, біз неге қалай жанымызда по идее қарасаңыздар, енді жанымызда Қытай тұр біздің. 300 километр 400 Қытайға тиіп тұр. Бізден Қытайдан ертең бір нәрсе тауар шыға алмай, сразу Алматыда жүреді ғой. 2 күн 3 күнде уже Алматыда карго ұрып тұр. А мен мысалы Әзербайжанға бір Қытайдан бір кішкентай машина сатып алып Әзербайжанға алып келем. Не істеймін, олар таң қалады да, мә қайтып алып келдің деп. Мен айтамын, Қорғастан өткіздім, Ақтаумен жүріп, портпен сол жердім деймін ғой. Оларға ол Сатурнның әңгімесі болып көрінеді да. Rocket Science. Rocket Science. Аспанға ракета ұшу сияқты. Иә, бір Сатурн сияқты, мен үшін Қорғастан алып келіп паромға салып жібердім деген. Яғни айтқым келіп тұрған, біз Движниковый сияқтымыз ғой. Жоқ, бізде географически бізге движняк үшін туған бізде ыңғайлы да, и бізде бүкіл қарап тұрсаң, бүкіл СНГ-ге баратын товар, енді мен Ресейде жүрдім ғой, Ресейге келіп жатқан товарлар Қытайдан келеді, анда-мында баратын Қытайдан келеді, барлығы негізінен Қазақстан арқылы өтеді. Какой-то часть Алматы. Сол үшін бізде Алматыда Қазақстан ол товар сразу келіп тұрып қалады. Демек бізде конкурировать ету керек өзімізбен, аналармен, мыналармен. Бірақ бізге пайдасы, біз всегда бір движнекте өскеннен кейін ба көп нәрсені тез үйреніп алатын сияқтымыз. Движнектің пайдасы бар, зияны бар. Зиян анау ғой, отырып бір жерде отыра алмайсың да, бір теманы до конца бармайсың. Темадан темаға кетіп қалады. Тема секіресің да. Зияны бір нүктеге оралмайды да. Мен айтамын, кеше айтады, не істедің, қандай совет айтасың деп. Мен айтамын, бір нүктеге ұруды шаршамау керек шығар деп. Бір нүкте. Мен мобилограф болып өзімді қабылдадым ба, болды, мен мобилографпын. Кейде эгоға тиеді, жаңағы айтқандай бүйт сөйт деп ұрсады, ашуланып не істейсің, соны өзім айтамын. Сен жұмысың ғой, значит мен ашулансам, значит мен профессионал емеспін деп ойлаймын да. Қараң, как раз осы жерде сұрақ қойғым келеді. Қараң, енді сен осы бір идеяны бастағанда, мобилография деген идеяны бастаған кезде сіздің арқаңызда ғой. Әуел алла. Мәкең бар. Мобилографияны ойлап тапқан кім сөзді? Қараң, Америка жүргенде айтты бізге. Иә? Мынаны айтқым келіп отыр да, сенімен бірге белгілі бір толқын жастар өсіпті. Иә. Енді біз осы салада жүргеннен кейін әртүрлі адамдарды көреміз. Иә. Мен бір байқағаным өзі андай бар. Мобилографияны қыраннан үйренгендер бар, қырансыз үйренгендер бар. То есть ол енді бір секретный нәрсе емес қой, бір үйренуге болатын. Не көрсең рилста кімді қалай, капкатта қалай қолдану керек айтып жатыр ғой. Проблема ода емес. Сен бір жастар өсті. И бұл жастар, мен байқағаным, мобилографиямен кішкене официант ұқсайды. Андай жас бала, қол тиіп, бос, не істерін білмей жүрген бір балаға бір мобилографияны үйретсең, пока доход нәги болады енді. Аяққа тұрып кеткенге дейін деген бір нені байқадым. Ана бір бос жүреді, сол мобилография үйреттім деген сияқты. Официант сондай ғой, бір киіп жібереді. Бірақ мен байқап отырмын,
көп адам бұны бір кәсіп, бұны бір мамандық, бұны бір алып кету керек нәрсе деп ойламайды да. Бұны бір походу бір переходной бір какой-то бір мамандық деп ойлайды. Байқағанымша. И жаңа сөзіңнен шығып тұр ғой, мен мобилограф қабылдадым деп ше. И осы жерде тұрады да, мен да өзімді білмеймін, кім екенін көп көрдім. Одан творческий кризис болады. Мен кіммін деген сұрақ болды, естественно болды сұрақ ше. И оның жауабын таппай кетеді. Негізі жауабы ол мобилограф или видеограф, ладно, бір жамағат қой екеуі. Просто мобилограф деген телефонға түсіретін видеограф қой, грубо говоря. Шиттер бірі сіндейді. Енді мен былай ойлаймын да, біреу просто екеуі де видеограф, видео жасайды, біреу камерамен түсіреді, біреу телефонмен түсіреді, бір екеуі бірдей нәтижесі бір. Енді мен ойлап жатырмын да, әрине бір режиссура керек, не керек. Соны осы бір нәрседе енді қазір сенде бір қандай бір не болып отыр. Түсініп тұрсың сұрағымды? То есть адамдар өсті, мобилографияны үйренді. Бұл жерде енді қатты бір не жоқ қой, понятный нәрсе болды. Ары қарай искусственный интеллектке барамын дей ма, или ары қарай режиссер бола ма? Осы бір жерде тұрып стагнация сезінеді да, бір жерде тұрып қалған сияқты болып сезінеді. И осы жерде бір кризис болады. Жаңа өзің айтып отырсың, мен мобилограф екенімді қабылдадым деген сияқты ше. Басқалар бұл қалай осы бір неден қалай шығуды совет берер едіңіз? Или өзің опытынан қалай? Енді менде Қуаныш аға былай болды. Шынымен бүйтіп өзім тірелген кезде екі вариант болды. Мен бизнес істеймін деп. Ойбай. Көрдік, ана бизнесте көрдік, мына бизнесте көрдік. Жаман емес, жақсы болды, бірақ ана бизнестің операционкасына кірген кезде мен түсіндім, мен мына съемка, түсірілім кезіндегі операционкадан рахат алады екен, мынадан мен рахат ала алмайды екен деп. Сөйтіп қазіргі таңда бір-екеуі қалды, негізінен барлығын сатып, өзі соңғы 3 жыл бұрын толықтай мен осы өзіме ұнайтын салаға бет аламын деп шешім қабылдағам. Соны сіздің ана сөзіңіз қатты ұнады маған. Сол как раз Балиде ма бір жерде жүргенмін, Қуаныш мырзаның сабағын көремін ғой, мен тығылып көремін осы сабақтарыңызды. Ұстазым деп қараймын не айтып жатыр екен деп. Соны қарап отырмын, бизнесмендер қуат дейсіз да. Бір жерден ақша табады, соны алады да басқа бизнеске апарып тығады, өзінің бизнесін дамытпайды. Басқа бір жаққа левый бір жерге алып қадалады, сол жерден қадалып отырады. Сол мына ақша әкеп отқан бизнесте не фокус жоқ, оған не дамытпайды, сонымен бәрі быт-шыт болады деп. Сол нәрсе естіген кезде қатты тиген маған. И тұрында болды, мен бәрін тастаймын, жаңағы бір нүктеге ұру керек деген бір точкаға ұру керек деген. Мен осы күнге дейін не істемеді да, подвайз еткен жоқ та, онда давай осымен істейік. Қайтадан видеоға көшті. Мына нәрсе да қарашы, маған тағы да бір ұнайтын нәрсе, ұнайтын нәрсе болып қорсын. Мақтап айта берсең шыға береді. Маған тағы да ұнаған нәрсе мынау болды да. Иә, курс сату бұл бір кезең. Енді өйткені үйрету спрос болды, оны басқаша сенмайсың, келді, қателесем 8 лек па жасады, не? 9 жасадық, не искусственный интеллекті де қостық, ол дамып жатыр қатты. Былай айтқанда жаңа сұрағыңызға жауап бере салайын. Екі түрлі жол бар да. Біріншісі адам өзіне ұнаса, егер мобилографиямен видео саласымен айналысу ұнаса, шынымен сонымен айналысып, онда ары қарай дамып кету керек. Егер де ұнамаса, маған мобилограф ретінде мен мыңдаған бизнестің кухнясын іштен көріп үйрендім. Мысалы, Руми ашылғанда мен Румидің кухнясын түсіріп жүретін. Басына уже Руми-пермен қайтып жұмыс істейді, уже білемін. Операционка деген не екенін сол кезде бірінші рет түсіндім. Мысалы, отдел продажының қалай құрылатынын бір заводтың отдел продажын барып көргенмін да кезінде, соны түсіріп жүрген кезде. Сол секілді бұл бір опыт адамдарға беріледі. Бұдан асатын береді, қараш. Мен андай да қазір психологын үйренеді да. Психолог болмағаннан кейін бұлар курс алып кетеді. Тура сол мобилографияның мен нарығын көремін да. Біз мобилограф ретінде негізі бір 5-10-нан бір 4 алам. Ну ладно, может 5. И мен кейде келемін ғой, анаша доходым бар, мобилограф дейді, қанша табады десең, сосын 1,5-2 миллион дейді да. Енді мен ойланасың, 1,5-2 миллион теңге табады мобилограф, жақсы екен дейсің да. Қайт таптың дейсің ба? Қайт таптың дейтін болсаң, барата курс жасаған түсінесің ба, офлайн точка ашады. Хорошо, окей, проблема жоқ, спрос бар. Тура сол SMM, то есть бұл жамағат бір көп бұл сегмент ше. Маған саған ұнаған нәрсе мынау да, Қуаныш, қара. Сен курстан істедің, иә, курстан белгілі бір доход берген шығын, бұл көп адамдар курспен адамдар байып кетеді деп ойлайды ғой. Мен курс байғаннан көрген жоқпын. Ақша тапмадан көрдім. Бірақ тұрақты түрде істегенше, иә бір капитал көтердім, бірақ мен білмеймін. Бірақ саған маған ұнаған нәрсе мынау, қазір енді сенің доходың туралы кішігірім азды көпті құрсын біз білеміз ғой, бірақ мен түсінген бойынша қазір сен мобилограф кран ретінде көбірек ақша табасың. Көбірек ақша табасың курсқа қарағанда. Курс сол қазір уже азайған шығар, иә, долясы да азайған шығар, несі азайған шығар. Осы маған қатты ұнайды. Маған да не қандай болатын еді да.
бізде нейротрекингпен айналысамыз ғой. Мен Қуаныш нейротрекер ретінде көбірек ақша табу керек, жоқ Қуаныш курс жасайтын адам ретінде ше. То есть менде бұл бір маңызды фильтр деп ойлаймын да. Біздікілер сол мобилалар, одан қайта сол курс сату деген білемін ғой, қаншалықты қиын нәрсе. Сол күшті, сол креатив, сол прогревті, сол бір жаңағы запускты орнына одан қайта бір 2-3 кәсіпкермен алып істесе, көбірек ақша табатын еді. көбірек ақша, атақ, абырой, клиент, білмеймін. Мен то есть түсінесің ғой, ана іштегі самозванецтің ощущениесі ол нейро 4 қой оннан. Ол оннан, бірақ курс сату үшін оннан 10 жақта көрсеткісі келеді. Ал 4, ол 5, ол 6. Мен ойлаймын да көбірек практикаға бет бұрған дұрыс шығар деп ойлаймын да, қалай ойлайсың енді? 100%. Енді көп менен кез келген жаңағы бір майбалграфиядан курс жасайтын негізден мен танитын балалар келіп менен сұрайды, "Қарамыз, жасасам бола ма?" дейді да. Проблема жоқ, жасай бер, бірақ саған бір советімді айтайын. Одан да сол қанша ақша тапқың келеді, соны клиенттермен жаңағы услуга ретінде табам деп цель қойсаң, мен айтатынмын да, курс жарайды, 1-2 жылдан кейін ол қояды. 1-2 жыл емес, 200 запустан кейін қояды ғой. 200 запустан кейін ғана қояды. 200 запустан кейін бітеді, қояды деймін, естисің ары қарай. Одан да сен қазір сол курс жасап, бетіңді ұрып, болмай қалса ол қиын ғой, тоже ауыр тиеді. Одан да эксперт болсаңшы дедім да, өзің мамандығың ба, мамандығыңды істей бер. Ал енді қазір сол кезде Қуаныш аға былай болды, курс жасап істегендер, мобилографиямен курс жасағандар қазір таксист деп жүр. Эксперт болып жұмыс істеп жүргендер қазір маман болып 2-3 миллион, 3 миллион, 4 миллион табатын кәдімгі эксперт мамандарды білемін мен. Бізде Алматыда жүр. 4-5 компанияның бар. Профессионал, өзінің продакшнысы бар, балалардың кішігірім әрқайсының. Керемет. Бір точканы ұру, жаңағы бір нәрсені соңына дейін жеткізу ғой. Мен 100% келісемін. Өте күшті үлгі көрсетіп жатсың. Барып, шүкір Аллаға. көбісі жаңағыдай тек сол курс форматында қалып қалмастан барып, қайтадан төмен нөлден бастап, басқа елге барып, қайтадан мойындату негізі оңай емес. Оңай емес па? Өте ауыр нәрсе, күшті да, психологиялық тұрғыдан да адамның кәдімгідей энергиясын талап ететін нәрсе. Әрине біз қазір күшті заттарын көрсетіп айтамыз ғой, ол жақта енді ішкі нелерін кейін бір айтып беретін шығармын, тағы да бір өте неше түрлі қызықты заттар болып жатады. Енді 4 жылда шүкір уже президенттердің қасында жүріп түсірдің, президенттермен совместный рилздар шығардың, мысалы жаңағы жеке самолеттарды не істеткіздің, ұшып та жүрсің, мықты кәсіпкерлердің қасында да өсіп жатсың, үлкен масштабты көріп жатсың. Алла қаласа енді біраз жылдан кейін бұдан да мықты нәтижелермен қуанта бер бізді. Шүкір Аллаға, рахмет. Уақыт бөліп келгеніңізге. Бұт қалмай болсын, менде әлі сұрағым бар еді, дайындап қойғанда. Бар ма? Қойып алыңыз. Жоқ, мен қыран маған қойғым келеді да, мен қызық мағанша. Қыран енді жас қанша қазір? 28-ден. Иә, жас қой, 28. Мен білетін Қыран баяғыда андай етін. 20 етін. 20-дан бұрын андай етін да. Енді дұрыс болады. Ана бар нәрсесін көрсетуге деген бір склонность бар еді. Өйткені енді бір сәттен өзім мобилограф, видеограф өзі сол нәрсені. Еще ол нәрсені, мысалы үшін, бір машина алса да, телефон алса да, бір нәрсе алса да, мен білетін Қыран, егер де частный самолеттен бұнша ұшқан кезде, мен сен көріп, бар, бітті. Бірақ бір обзор түсіріп, анам бұлақ кететін еді, мен білетін Қыран ше. Баяғыда мен күшім ойлағанмын, істеймін екен, қалай болады деген деп ше. Бірақ мен байқағаным, частный самолетке алып жүріп. қазір барған сен дейді, ресурсқа жақынырақ болып отырсың ғой енді. Барған сайын, как будто бы көрсету азайды. То есть ана іштегі деньги любит тишину деген ба, или то есть ана бөлісуге деген бір құштарлық азайған сияқты болып көрінеді. Бұл мен ощущением ба, или солай ма, или қалай? Барған сайын сұрақ түсіндің ғой, түсіндім. Хочется проживать момент, да, то есть как бы неге бұрынғыдай көп көрсетіп жатқан жоқсың? Бөлісуге деген ондай бір қажеттілік. Неге мақтанбай жүрсің бұрынғыдай? Перевод солай. Короче, қатты мақтанып кететін сияқты болып көрінемін да. Енді шынымен де айтайын, не үшін? Короче, біз чартерді, жеке самолетті нереально көп қолданамыз да. Такси сияқты қолданамыз, короче. Бір мемлекетке келеміз, 2-3 сағат жүреміз, таксиге отырған сияқты кішіп кетіп қаламыз, басқа кетіп қаламыз, келеміз. Бәрін көрсете берсем, андай сияқты, қатты мақтанып кетті деп айтатын сияқты деп ойлаймын ше. Слишком. Ол бір, екіншісі сіздің айтқаныңыз да бар. Как-то шынымен мүмкін сондай шығар. Мүмкін подсознательно сондай шығар. Не отрицаю ол факты. То есть андай
бар болғаннан кейін оны мен логически түсіндірмеймін, осы қатты мақтанған адам сияқты болып көрінгім келмейді. Өйткені шынымен әлде сондай болып қалам ба деп ойлаймын. әзербайжандықтардың алдында бір қазақтың несін ұстап тұрғың келе ме, бір қатты мәдениеттілік бір мәдениеттілік қатты таң алмайды екен ғой мыналар честный самолетке деп көрсетеді. Жоқ, ондай емес. Мен сразу айтамын. Бар болса бар. Бар болса бар, жоқ болса жоқ. Бірінші күннен айтқан, мен сіздің ұшағыңыз ғой, мен түсірсем бола ма деп. Десе, иә, түсіре бер, істей бер деп бәрі рұқсат берген. Просто енді мен үшін бір рет көрсеттің, екі рет көрсеттің, үш рет, төрт рет күнде не істегеннен как будто статистикам құлап кетті ғой содан. неден Сторисын просмотр құлап кетті. көрсетпеген үшін ба? Жоқ, көрсеткен үшін наоборот. Көп көрсете берсең, статистика құлап кетеді екен просмотрдың. Бір нәрсені қайталай берсең. Иә, қайталай береді. Соны неге десең, мен біреу айтады, адамдар реальностьтан ұзақ дейді. Біреу айтады, андай жаңа сіздің де ойыңыздың шындығы бар шығар. Подсознательно мүмкін мен сондай шығар. Просто көп жігіттер құдайға шүкір қасымда енді мындай өсіп келе жатқан адамдар ғой, мен білемін да, байқаймын да. То есть как бы оларда кезінде ол нәрсе жоқ болған кезде Иә. көбірек көрсететін еді. Иә. Шынайы бар болған кезде анау бір fake it until you make it деген сияқты ғой анау, иә, то есть болмасында ұқсап бақ деген сияқты ма. То есть жоқ болмаған кезде ол нәрсені андай бір андайда мысал айтайыншы, бір қызға жігіті бір рет гүл берді. Бұл негізі исключение, бұл негізі бермейді ол өмірде ол. Ол берді. Ол шынымен көрсететін шығар. Бірақ шынымен де ол беру норма болса, айына бір рет беретін болса, то есть беретін болса, мне кажется, ол әйелде қызда бір оны бір неге ол ана бір қажеттілік сезінбейді, бір өзі проживать етеді. То есть мен солай деп ойлаймын. Мен өзімді байқап отырмын да, то есть потом сені бүйтіп қарап отырмын да, қызық қарағым, мен білетін қарағым. Өйтпейтін еді ғой. Ол таңғалады, ол проживать ететін момент ол. Или сен шынымен жасың келді, мысалсы уже ересек болғаннан кейін. Біріншіден график вообще бізде. Мен өзіме шынымен контент жасайтын уақытта жоқ, біз күнделікті мемлекеттік қызметкер сияқты жұмыс істеп жүрміз. Таңертең тұрасың, барасың, бастығың келеді, күтесің, бірге жүресің, кездесулеріне барасың, қонақтармен таңғы 5-ке дейін кейде отырасың деген секілді. Жүресің, жұмысын істейсің. Параллельно біз монтаж жасап отырамыз. Күніне 5 рилс күнделікті жасау бір адам оңай емес. Күнде 5 рилс план. План күнде 5 рилс, 3 TikTok пост, 3 YouTube Shorts. 11. Не деген? 11. То есть 1500 видео бір жылда істедік. И көрсеткім келеді кейде, бүйтіп обзор жасап, кейде ана бүйтіп не істеп, сосын уақыт болмай кетеді жасағанға. Потом влог шығарамыз ғой деп өзіме түсіріп жинап аламын. Жайында қалады. Ол жайында қалады. Негізінен өзім жұмысымызды істеп жүрміз. Енді от қара, осы мынаны выводқа сағым келіп отыр қара. Мен как раз айттым ғой, мен негізі моблогор пен видеоблогтардың несін білемін, жұмысын білемін. Мен сен аудиторияң болғаннан скорее сол көрген жерде отырдым да, сол үшін андай көпшілікке түсініксіз болған шығар. Мен мынаны көрдім да, бір баланы аласың, шақырасың жұмысқа. Сен бір жүреді. Мен байқайсың ғой, жаңа айтып отырмын ғой. Анау негізі қара, сен төлеп отырсың расходын. Иә. Сенің мүмкіндігімен істеп жатыр, қолданып жатыр да. И саған контент жасау үшін келген ол. Өзін істеп кетеді. Сөйтіп өзін істеп кетеді да, мен бар ғой, қараймын да, блин, іште бар ғой, қара. Во-первых, понятное дело, сен айтпайсың. Ойлап қоясың. Мынаны ойлайсың. Осы бала дейсің да, осы күшті, потому что мен контент жасау не екенін білемін. Сол күшті одан қайта өзінің жұмысына берсе, ол әлде қайда көп нәрсе шығарады. Мен шынымен бар ғой, сіздің парақшаңызға сол күшті салса, потому что мен уже көресің, ол жұмыс үшін мен өзім ақ істей алатын жұмыс істеп береді. Келесі жол болмайды. Бір-екі рет барады, айтып қара, тілектес, жақсылық айт деген, қасында жүргеннен кейін. Мен талай адам мен есімде қалған бар, мәке тілектес қана. Өзіне контент жасамаған. Мен Lexusқа барады, көремін. Қазір қараймын, Lexustың основной видеогруптарының бірі, кажется, тілектес қазір. Қараң қазір қол тимей жүресіз. То есть неге ана барады? Мен келедім, тілектес келмей түсіріп берейін. Мен ұялып кетемін да, кейде тілектес ше, ана неде Венецияға бардық. Жүр, анау жүгіріп жүреді, тілектес тоқташы деймін, кел. Мә тұр, мен сені түсірейін деп. Мен түсіріп бердім да. То есть анау тілектес қасымызда кім бар, қанша там Венецияға, кинофестивальға барған кезде бүкіл артистер, әншілердің бәрі шынымен де тілектестікке деген құрмет бар. Тілектес былай түсірші, потому что ана көрініп тұр да, айтқанша. И мен осы нәрсені жаңағы неғым келіп отыр, сен қазалас ба, сен контент түсіре алмаймын деп отырсың, уақыт жоқ деп отырсың, өзі істеп отыр. Бірақ доход жағынан, абырой жағынан, результат жағынан қарасаң, бір корреляция бар сияқты, иә, әрине, мен ойладым, просто мен
енді өзіме түсіре берген просто мынандай да, біз жеке самолетте отырамыз, қазір жағдай минимум бір 20-30 миллион доллар. Ең бейшарасы менмін, короче, ана жерде. Шынымен мен ең бейшара біз, короче, әйелім екеуміз отырамыз. Мен ана жерде телефонмен бүйтіп, жігіттер қазір чартермен кетіп баратық деп сторис сұратып, ұятып қой. Бір-екі рет рұқсат сұрадым, түсіріп алайыншы. Мен бірінші рет түсіруге болатын адамдармен бүйтіп ұшып көрсетіп, ішін көрсетуге болатында ұшып тұрмын. Сұрадым, иә, давай түсіре бер деді. Одан кейінгісін ойладым, мен өзім осы кісілер жұмыс істейік деп. Бірінші күннен бастап жаңа барғаным сол ғой, мобилограф деп қабылдағанды. Ең бірінші рет барғанда Қуанышаға ойым былай болған, мен инстаграмсыз өмір сүре аламын ба деген. Мәшін өзімнің инстаграмымды қолданбай өмір сүре аламын ба, адам бола аламын ба деген негізгі челленджім, сұрағым сол болған да. Дубайға барып нөлден бастап істеймін ең бірі сол, иә? Дубайға барамын, нөлден бастайын, бір нәрсе істеймін деп көрдім. Дубайға бардық, 2 ай қуып кеттік, короче. Кайфуша ғой жақта. Қазір ертең істейміз деп жүрдік. Сосын барып Әзербайжанға барғанда Құдайда сәтін салып тек жұмыс істеймін деп шештім да. Тек жұмыс істеймін. Өйткені оған дейін менің әлемім үшін, менің Инстаграм ол бәрі болатын. Все. Мен үшін Инстаграм бәрі, и мир вокруг этого блогер. Инстаграм үшін? Иә. Инстаграм үшін өмір сүретін, Инстаграм үшін вокруг біз бір нәрсе құрастыратынбыз, история. Инстаграм үшін машина алатын, Инстаграм үшін шетелге шығатынмын, Инстаграм үшін прогресс жасайтын да, Инстаграм үшін жасайтынбыз да. Қазір сол нәрседен айырылдым, бәрібір болып кетті. Адам өзінің жұмысын істесе, Инстаграм өзімен жүре береді екен. Біз Мәкенмен осы туралы көп сөйлесеміз де, жүрген кезде айтамын да, мен жаңа Румидің кезінде мен просто Румидің кезінде посттан оқимын да, өзім кейде шығады ғой, апаймен айтқаншы, блин, андай бір душевно, өзімнің бір ойым, официантпен былай сөйлестім, кітапты оқыдым деп айтатын еді да. И шынымен Қазақстанда алғашқылардың бірі болып, көп әншіден бұрын, Мединадан бұрын мен тик аламын. Білесің, қасында болдың ғой, көзі не как раз Мәкең бар деп үшеуміз оқыған кезде галочка алдық, иә? Галочка алған, айқайлағанбыз. Иә, есінде. То есть менде бұл кезде шынымен де әлеуметтік желі, запуск деген нәрсе болған жоқ та. Кейін бұл неге мен де іліп кеттім өзім. То есть бұл валда мен өзімнің ана Инстаграм үшін емес, Инстаграм мен үшін еді. Еще қызық еді маған, мен басында оны әлеумет ретінде қолданғанмын. Маған әлі қызық, сол неден уақыт көремін. Ана кейде телефонда память неде iCloud болмаған нәрсе барып мен неден көремін аламын да, Фейсбуктан, Инстаграмнан ше. И вот как только менде бар ғой не кетті, сол орын ауысып кетті. Менде біртүрлі болып кетті, неге ше, сол волна қала болмай қалды. И жаңағы әңгімеден шыққам сол ғой, түсіндің бе? То есть как бы как только сен өзіңнің неңді жұмысын істейсің, жұмысыңмен просто бөлісіп отыр, проблема жоқ. Бірақ Инстаграм жетістіктермен бөлісіп қой, не істеп қой. Қазір бір нәрсе көрсең қызық. Ештеңемен особо салмадым, өзімен өзі 8-7 миллион. Айына просмотр береді ғой. Хотя осы айда мен бір 2 пост қана салған шығардым да. Еще андай сен кәнде бөлісу. То есть анамен. Иә, репост бір нәрсе істеп қоя саламын. Сол, короче. Мен сол негізі целім, мақсатым сол болған, осы Инстаграм үшін өмір сүрмеймін, Инстаграмсыз не істей алады екенмін деп. Өмірі өзгеріс. Нереально, страшный өзгеріс. Анау керемет өзгеріс. Өткенде бір кісі келіп сұрады да. Екеуміз сөйлесіп отырмыз. Әңгіме отыр, анамда отыр, вагис отырып түстім бір нәрсе. Көрмегенімізге 1 жыл болған. Бөлісіп отырмыз. Сосын кейін айтады да, мен қуаныш дейді. Мен что байқаймын, баяғы қуаныш жоқ дейді да. Сен как будто бір өзің шектеліп қалғансың, қуаныш. Шектеліп қалған сияқтысың дейді да. Сен ешкім көп не айтасың деп. Сосын айтамын, сізде қандай машина? Білемін ғой, қазір машинасы Porsche, мықты Porsche. Қандай машина? Гибрид. Бензинмен жүре ме? Иә, бензин, гибрид. Окей. Сұрақ дедім да. Сіз бензинмен жүресіз ғой? Неғып дизель құймайсыз дедім да. Ну как это же не қалды? Жоқ, айтпайсыз ба? Мен өзім шектегім келмейді. Мен дизель емес, бензин құямын деп, бензинмен дизель құямын, или су құямын деп айтпайсыз ба деймін ғой? Ну это же не работает. Тура солай деймін да, қара. Мен мынандай сен өмірдегі кейбір заңдылықтарды түсінген кезде, соны орындайсың. Орындаған кезде сен шектелген сияқты болып тұрасың, өйткені сен тупой нәрсе істемейсің да. Сол сияқты мен түсінген нәрселердің бірі, өмірдегі бірнеше не бар, ереже бар, ол ереже өзгермейді. Бірінші ереженің бірі ол біздің фокус шектеулі. Шексіз фокус жоқ. Мен қазір осы жерде отырмын ба, мен значит басқа жерде емеспін. И где фокус, там рост дегенде бізде бір андай одновременно 3-4 мақсат қойғысы келеді. Мысалы үшін айталық, машинамды сату деген бір мақсат бар, қазақша керек. Екіншісі, машинамды выгодно сату деген бар.
ол басқа еще машинамды выгодно сатып там білмеймін еще обмен жасап аламын обмен жасап аламын деген андай ана орындалмайтын нелер бар да. То есть сен бірінші машина сат выгодно сатып кетсе бонус, таныс алып кетсе рахмет айтылса еще оған рахмет айту керек деген үшінші не цель бар да. Ол бонус та. То есть бізде тұрасың бизнес дегенде ана бизнесте бізде бір или өсесің, екінші прибыль өзі болады, growing fix деген шығады. Или біз андай да өсіп жатып походу прибыльді көтеріп жіберейін деген әңгіме болады да. Сен бір өс, доходың өссін, одан кейін бар прибылін көтересің деген сияқты әңгіме да. Сондықтан анау фокус шынымен де жаңағы мобильді ортада танып тұрсың ғой кім екенін, қандай образ де барып походу пьесы енді блин ойсың да зря дейсің да. походу дело кетіп мынау сезім қалай болды қыран? Маған қызықшы. көп мысалы мен де көп бала білмеймін 2 рет сапарға шығады. Несі проблема не білесіздер ма? Олар бірінші және соңғы рет деп ойлайды осы. Красавчик. Олар бірінші және соңғы рет мене берілген осы мүмкіндік маған өнеңесіне бәрібір мен выжимать етіп алайын өзімдікі максимум. Қанға мен бірінде қалған осындай болған. Байқалағанбыз. Америкада жүргендік. 3-4 рет бардық қой Америкаға. Ана босында ғой актив дұрыс. Менде сондай болған. Нормально. Қыранда сондай болды. Бұл әңгіме андай кітапта жазылмайды. Мынау біздің подкастта ғана естілуі мүмкін. Бұл кітапта жазылмайды. Бұл этикет кітабында жазылмайды. Бұл чисто бір братаннан еще ол жай айтылмайды еще ол. Ол ұрысатын тема да, сондай ұрыс еститін әңгіме. Анда не ғой, бір жаққа барған кезде шынымен ойлайсың да, все, последний раз бітті келмейді. Все, қайтып келмейсің. И да, қазір 6 күнде Париж аралап біту керек деген әңгіме ғой. Алсын, Парижден бір айда ана біте алмайсың неге істейтін болсаң, бірақ сөйтіп шаршайсың, не қыласың, сөйтіп тағы келемін деп ойла, тағы келемін, Парижде мына бөлінген, біз Барселонамен 10 рет барған шығар, Барселонамен көп жерін көрмегім де әлі. Сондықтан жаңағы не бықты, то есть как бы шынымен қайтып келмейді деп ойлайды. Олар қайтып келмейді. Бүйтіп қайтып келмейді одан кейін, сол үшін қайтып келмейді ғой. Олар ол кезде жақсы нәтиже көрсетсе, екінші рет қайтып келетін еді, үшінші рет қайтып келетін еді. Жаңа қуанышыңыз Lexuspен таныстырдыңыз ғой, ең бірінші Lexuspен Toyotaмен таныстырып, давай түсірімге бар деп, түсірге барайық, неге барайық деп. Сол кезде де бәріне жақсы бір зат жасауға тырысатынмын да, бәріне. Біз 2 видео деп келісетінбіз. Никогда 2 емес, минимум 6 видео жасап беретін, минимум 4. Бірақ құдайға шүкір соның арқасында бүкіл әлемді біраз жерге апарып та бізді қыдыртып. Соға, ана қарайсың, мынаған бір қараса поляктарға түсіріп жүреді да. Оны, то есть біздің қазақтар біткен түсіріп, бізге енді бар ғой стандарты, 2 видео түсіресің, бізді бітеді, бар поляктарға түсіріп жүреді, поляктармен сөйлесіп, ана японец білесің ғой, саб-зероны ше. Ол риза болып сөйтіп шоколад тарап жүреді, шынымен ана коммуникация деген бір өте нәрселердің бірі. Сүйіктісі де бәрібір. Бәке оған сүйіктісі ғой, бірақ анау жаңағыда ерте, анау мен не айттым ба екінші оңада ерте гүлдеген ағаш ол сүтке ұшырайды. Сен басында может 1 жыл, может 2 жыл, может 3 жыл. Сен осымен айналыс, ешқандай жеке бренд дамытам. Байқа, мынаны сұрақ қойын деген ғой, осыған келе жатыр ғой. Андай бір идея, иллюзия бар да. Көп видеографтарда, мобилографтарда. Мен біреуді жұлдыз қылып жатырмын. Өзі бір видеограф, өзі сказать, полупродюсер болып кетеді ғой сондай. Мен жұлдыз қылып жатырмын біреуді. Біреудің бренді үшін жұмыс істеп жатырмын. Неге өзімдікін істемейді? Доколе, қай уақыт қайтын. Мен өзімді шығармайын ба, өзімді таныстырмайын ба, өзіме бренд жасамайын ба деген бір не болады. Сенде, скорее всего, болды ол нәрсе. Енді саған айтуға келмейді, өйткені сен все-таки бренд жасап шықтың. Енді сен как бы сенің андай әділетсіз болғанша сенің нелеріңше орынсыз болған. Біз екеумізге өтірік болады, потому что мен үшеумізге жеке брендіміз бар. А бірақ енді өзің ойың ше, түсініп отырсың ғой, то есть как бы мен біреуді жұлдыз қылып жатырмын. Мен амин ше. Содан қадағалау бәрі сол мобилографтардың, видеографтардың. Мен біреуге істеп жатырмын, мынауын жұлдыз қылып жатыр, мынау менен ақша тауып жатыр. Неғып бөліспейді. Либо жаңағы. Мен ойласам, білмеймін, бұл жерде сол совет ретінде айтайын десем, жұмыс істеңдер бірінші, сендер үлкен съемкаға мобилографтардың қазір Қазақстанда жүрген мобилографтар көп қой. Олардың қызық нәрсе бар, 2-3 мобилограф бар, үлкен съемка кино, қазақ фильмге, жаңағы исторический киноларға оператор болып, көмекші болып жұмысқа кетіп, олар үлкен киноға кетіп қалды. Олар ондай емес. Мен айтамын, сіздер жұмыс істеңіздер, бірінші бір нәтиже алғандар, үлкен съемкаға барып көріңдер, үлкен режиссерлардың жанында көмекші болып істеңдер. Одан кейін барып бір бренд жасауға болатын шығар, артында бір жұмысың, еңбегің болғаннан кейін.
бір адамға 1-2 ай 2-3 ай 4-5 ай 1 жылдан кейін өзім брендімді жасаймын деген. жоқ қарашы, Нелогично негізі андай ғой, бізде жеке бренд дегенде көшеде барып қайыршы адамдарға барып ақша беріп, біреулерді прикол ұстап, гүл беріп, біреуді құтқару деп ойлайды да. Ол жеке бренд жеке бренд емес, ол емес. развлекательный контент. Иә, ол окей. Развлекательный контент, ол жеке брендке жатпайды. Подписчигің болуы мүмкін, иә. А жеке бренд болу үшін сенде бір өнім болу керек та. Мысалы үшін сен хорошо мобил құрасың, сен өнімі не болады? Сенде бір қана өнім бар, сенде курстасың болды. Ладно, или магазин сатасың, ашасың сен. Болды, сенде басқа шанс жоқ. А бірақ егер де сен осы салада жүретін болсаң, бар ответвление. Мен айтамын да, мен просто бұл талада көп келеді ғой, бауырлар болып көріп тұрсың да. Қара, екі вариант бар. Или сен режиссер болсын. Иә. Сен история айтуды үйрену керексің. Мына жерде ақша да көп, табыс та көп, карьерный рост та көп. Бұл үшін саған главный нәрсе керек. Қалай история айтылады. Ол үшін сценарий үйренесің. Екіншісі бар, сен или оператор боласың. Все, мықты оператор түсіресің, көмектесесің. Бұл екі развитие, екі не, басқа вариант жоқ бұл жерде. Сен продюсер болып кетсең, білмеймін, басқа тип болатын шығар деп ойлаймын да. Мен бір жігіт болып әңгімесін тыңдаса, депрессияда жүргеніне өзін таппай, енді в кавычках. Түсініп тұрсың ғой, андай бұл историяларда. Мен анаған бар ғой, қара, мен маған енді сату саласы қызық болғаннан кейін мен сторителлинг дегенде нәрсені ұғым да. Өзінің классический кітаптары бар, там спасикотика бір нәрсе, өзінің бір классический кітаптары бар, өзінің бір 10 кітабы бар. Мен оны оқыған шығармын, может 8-ін точно оқыдым да. Анаға мен бір өлім бердім, ең жеңілін бердім да, оқышы мен. Өзім алып бердім. Оқы. Тай, екеуміз, мен қайта екінші жерде оқимын, мен оқимын, сен оқисың, екеуміз қайтадан обсуждать етеміз. Мен қаран, саған өтірік маған үшін. Жарым жыл бұрын бердім ғой, кажется. Әлі кері байланыс болған жоқ. При этом қара. Әлі страдать етіп тұрсың ба? Мен өзімді таппай жүрмін деп. Сен страдать ет та, бірақ сен хотя бы бір кітап оқышы. Кітап оқуды не қылмайды. И байқасаң біз енді мынау мобилография саласын жүргеннен көп жас балалар болады ғой. Енді орысшасы шоқырақ болуы мүмкін. Окей. Мен де орысша 20 жасымда сөйлеген. Мен қаламаймын, бәрін қазақ тілінде болған қалайтын едім. Бірақ сенде сценарий туралы кітап болмайды, ол орысша болды или ағылшынша болды. Мен құдай ағылшынша білгеннен кейін мен ағылшынша оқи саламын. Бірақ түсінбеймін, түсінбесең жарайды, үйренсе енді. То есть айтайын деген нәрсем, анау өзін таппай жүрмін деген нәрседен страдать етіп жүрген күшті сол ызамен, сол ашумен, сол бір өкінішпен бір кітапты қайта оқыса, түсінбесең Google қара, көп қой қазір енді не PDF бар, анау неге аудартып ал, аудио книгасында анау дипломат соған переводтатып ал, басқа нәрсе істеді, көп ChatGPT переводтап береді саған деген сияқты айма ғой. Бірақ бастан аяқ сол кітапты оқыса, мен айтамын да, сенің историяң басқаша болады деймін да. Иә, сторителлинг деген ол жаспен келетін нәрсе. Мысалы үшін жап-жас режиссердің жұмысы көрініп тұрады ғой, потому что поверхностьқа қарайды. Ол ана сезімдерді түсінбейді, ол ана бір разочарованияны көрмеген, ана бір нені көрмеген, лақтырып кеткенді көрмеген, қиянатты көрмеген ше. Ол бұзылған махаббатты көрмеген деген сияқты ғой, ақталмаған бір үмітті көрмеген. Ол оны әдемі көрінеді. Бірақ осы салада жүрсе, бұл сала қартаймайды да, 80 жаста қазір кімнің 80 жастағы актер, өзі еще режиссер, 80 жастағы ана нені оқыған, наркобарант не қанша, Исфуд. 80 жаста, әлі күн ол спроста, әлі күн не қылады ше. Мен айтамын да, осындай, түсінікті бұл образ жоқ, бірақ осы салада жүрсең, біз сторителлинг деген оқы, қатты да біз қымбатта емес курстар ше, 60-70 тұрған шығар, бірақ бар, 2 рет бар, 3 рет бар, 4 рет бар, 5 рет бар, 6 рет бар, 10 рет бар. Біз вебинар дегенде мәкең ең бірінші Қазақстанға келгендердің бірі деп ойлаймын, мен өзімнің немде бар. Біз қанша жыл мәке, 16-шы попыткада ма вебинар жасап үйрендік қой. Түсінбейтінбіз, кітапты оқып тұрасың, түсінбейсің. То есть әрине хочется бір нәрседен кейін. То есть анау бізде мобилография, видеографияны ішін түсіру дейтін болсаң, ол оңай. Мен өзім монтаж істей аламын. Бірақ мәселе ракурс емес қой, мәселе сторителлинг. Ішіндегі идеяны салу ғой, ішіндегі сен не жеткізіп жатсың, не трансляция беріп жатсың. Негізі біз бәріміз сатушымыз ғой, бәріміз бір нәрсе сатамыз. Просто мен видео арқылы сатамын деймін да. Мен видео арқылы сатамын, соны бір идеяны сатамын, бір нәрсе, адамның түрін сатамын. Мобилография ол бізге берілген инструмент, дұрыс айтасыз, бізге мен монтажбен бір не көрсетемін, былай көрсетемін негізі. Тек қана түсіру емес, жастарға сол көп история айту, ішінен бір смыслмен беру, осы нәрсені көбірек қолданған дұрыс деп айтамын. Мен қазір үйрену керек, мынаны істеу керек деп біреуге мынаны бүйтіңдер деп
айтпауға тырысамын да, өйткені мен ана жаққа барып бір масштабты көргеннен кейін қайттан өзімді андай песчинка сезініп жүрмін. Әдемі сезім ғой негізі. Әдемі сезім ғой. Конкретно айтайын, ана жаққа барып анау жұмысты адамдардың істеп жатқан, иә күшті, біз социальный сетін жүргізіп көрсетіп жатырмыз, бірақ біз болмасақ та ол жүре береді да, ол салына береді. Ең өкініштісі ма? Ең өкініштісі, ең обидныйсы, иә? Мен кетіп қалсам да ол істеліне береді. Оны қатты қарап тұрған жоқ та маған да видеоға. Иә, прикольный, классный бонус, еще біз халыққа көрсетіп жатырмыз, иә, там сатылып, бұрын условно өзінің қалтасынан салатын болса, қазір сатылып жатқаннан салынып жатыр да. Там, ну, сатылмаса өзім қалтама сала беремін ары қарай деген сияқты ғой. Сол үшін мен жаңағы Қуаныш аға біреуге бүйтіңдер сөйтіңдер деп ақыл, пока үйретпеймін деп бір-екі жыл үйретпей қояйын, пока үйреніп алайын, өйткені үлкен жаңағы алпауыттардың акулалардың арасында балық болып жүрміз ғой, бүйтіп қарап үйреніп, мына бүйту керек екен ғой, мынаны былай істеуге болады екен ғой деп. Сен күнделікті жүріп күнделікті даму өте маңызды. И бір нәрсені толыққанды бір затпен айналысу өте маңызды. Әрбір нәрсенің басын түртпей. Біз Мейірбекпен осы формат не қылғанда ойладым да мен. Мәкетімді маған қай нәрсе қиын. Бағда үміт болатын, мынандай үміт болатын. Мен қазір бірінші сөзбен адамға өмірін жасарта аламын, өзгерте аламын. Бірақ дұрыс мысал берейін, дұрыс контент айтайын, дұрыс ракурс айтайын, дұрыс визуал берейін. Бірақ менде идея бар, что мен сөзбен біреуге әсер ете аламын деген бір сенім бар. Соны просто жақсы жасайтын түрім бар. Мен қазір ғылымға келгенде мен жақсы түсінемін айтып, менің просто андай финансовый бұндай таңғалу менде 2010-да болып қойды да, мен қазір қатты не қыламаймын, ұмытып қалдым да ол нәрсе ше. Ол кезде бала құсап жүргеніміз там не қылған, окей, енді ол 2000-неден басталды. А қазір мен ғылымда тура солай болып тұрсың ба? Барасың, арасында сен прикинь, сенің айтып жүрген әңгімеңнің 20 есесін, 30 есесін, 100 есесін дәлелдеп әлемде прям айтып тастағанда Выгодский ғалымдар не маған мысалы совет там несі психолог очень істейтін. И сен ойлайсың да, маған әңгіме айтқың келмей қалады. Мейірбек маған сұрақ қойған, Қуаныш дейді. Сіз психологияға дейін, магистратураға түскенге дейін өте қатты психологтарды критиковать ететініңіз, андай инста психологтарды. Қазір осы магистратурадан кейін қалай қарайсыз деген. Есіңізде ме сұрақ? Сен айттың ғой, Мәкен айтамын. Мен барған сайын бар ғой, критиковать етуге не қылып қалады ма, может, кажется, олар прав бар ғой, мен не прав, кажется, ше. Кажется, біз бір істемей жатырмыз деген сияқты. Иә, жаңағы сен не дейді, қазір ойланамын, мысалы үшін, мен қазір мына форматты өзімді көндірдім да, мен мысалы жаңа айтып отырсың, Қуаныш, мынау сөзің маған өтті, мынау сөзің қатты, мен Мейірбек мырза туралы айтамын, Мәкен, мынау сөзің маған қатты өтті, мынау сөзің маған қатты өтті. Менде андай бір не бар. Мен саған айтып отыр, айтқан нәрселерін қарап отырмын ба, ешқайсысын мен ондай ниетпен айтпағанмын. Жаңа сен айтып отырсың ғой. Мен саған бір тигізіп, жеткізген ойды жеткізе алмағанмын да. Әшейін айта салған нәрселерім саған тиген. Тура сол Мейірбек мырза кейде айтып отырады бір әңгімесін, бірақ маған тиіп қалады да, маған әшейін по ходу пьесы айтылып жатқан әңгімені ойланып қаласың да. Сондықтан да мен ойлаймын да, Құдай тығып көремін ғой сізді айтатын, оларды тығып алып көресіз ғой. Жеке өмірде мен саған жеткізгім келген нәрселерді мен жеткізе алмағанмын, очевидно, байқап отырмын ғой. А бірақ бүйтіп әшейін бір шын ниетпен, может быть, бір бөліскен нәрселерді, сондықтан да мынау біздің ТТБ-ның осы қазір форматы осындай болып тұр да. Біз өзіміздің несімен бөлісіп көрейік. Иншалла, может, бір адамға, бір қыранға, бір Айдосқа, бір Серікке, бір Айгүлге, бір Оразгүлге бір әсер етер. Әсер етпесе бар, Абайдың бірінші қара сөзі ғой. Өзіміздің видеомызда біраз жылдан кейін қайтып көретін ба? Өзіміз көреміз ютубта тұра береді. Бір күнде маған бір соңғы рет түсіргеніңізге 5 жыл болыпты ғой деп қайтадан. Бір күнде маған біреу сұрайды да, Қуаныш мырза, Абайдың қай қара сөзі ұнайды деп ше. Айтамын да, бірінші қара сөзді оқып қандай дейді. Мен өзімдікін жазамын, қаласа саған аларсың, қаламаса өз сөзім өзімде ғой деп бастадым деген жерін мен әлі түсінбеппін ғой деймін да мен. Мен қаласаң сен қазір қабылдамасаң маған жаман тиеді деймін да. Бәрін уже барып пиғат етіп аузына тығып жібергің келеді ғой сен ойыңшы. Оказывается олай емес, оның бөлек өмірі бар. Айтпаймын, мен Абайдың қалай 24-48 қара сөздері бар. Иә? Оны ғой мен бірінші қара сөзін түсінбеппін ғой деймін ғой, Абайдың бісмілләсін алфавитін түсінбегенбіз ғой деп сол сияқты. Тұра береді дейсіз ғой. Иә. Қалай өзгеріпті? Өзгерейін ба, Мәке? Бұрынғыдай емес, бұрынғыдай жанып бәріне үлгергісі келетін, бәрін ұстап қалғысы келетін, бәрін алып қалғысы келетін. Қыранден жұмыс жасап та көрдік, не де көрдік, мүлдем басқа. Өскен
енді алла қаласа 28 жасында осындай болса Қуаныш мырза, ертең 30-дан кейін адам енді 30 жас 40 жастан кейін мүлдем басқаша бір трансформациялар болады ғой. Өзі табиғи трансформация да ол, кейде даже 30-ға толмағанша түсінбейсің қанша қаласаң да. Сондықтан Қыреке дамый беріңіз, күшті керемет болды. Әрдайым алла разы Бүгінгі болсын. оқырмандарға ұнады деп ойлаймын. әдемі болды. Сіздерге Қуаныш мырза да ашылды, көп болыпты ана, көрдің бе ана ТТБ-ға не істелмей келіп бері бүгін. Шай ғана жетпей жатырмын жерде, терлеу да болды, бәрі болды. Шомпайлап деген бар ғой, мен не қыламын да, бірақ мынау формат сіздерге сағынып қалыппыз көптен бері. Сіздің ана әр сөзіңіз уже сразу Қуаныш мырза идеялары келіп, одан бетер ашылып. жоқ, шынымен Қуаныш мырза мен бәрі сұрайды ғой, мобиларка қайдан келді ой. Қуаныш аға Қуаныш аға айтқан жасатқызған. То есть не то что айтқан жасатқызған деп айтамын да, Мейірбек Қуаныш аға жасатқызған маған күштеп. Мен айтқан Мейірбек зау жасатқызған, менікі идея бере береміз, фонтанировать етіп. Есімде ғой, әдемі. Жоқ, ана самолетте отқанда қатты кеткен, біз Лос-Анджелеске барамыз ғой, кітаптың видеосын түсіріп жүрміз. Бір қара жігітпен Қара жігіт жаңа Луи Виттонның магазинінің алдында магазиндегі сурет. Қара жігіт бар, жаңа Қуаныш ағамен бизнес класспен қайтып бара жатырмыз ғой. Аэрофлот ол кезде Барадаш деген алып берген. Атақты Барадаш. Красавчик жігіт еді сол. Родной Барадаш билет алып берген, бизнес класста отыр. Мен агенция ашып кетіпті. Помощь жазады уже, үй жазбайды қазір. Иә? Соны екеуміз Қуаныш ағамен отырмыз, соны айтады. Оның алдында жаңа нені көрдік қой, Лос-Анджелес көрдік, машине алдық, Defender енді шығып жатыр кезде аренда қалған, Рис Карлтонға жаңа машина еді ғой. жаңа Рис Карлтон Лос-Анджелесте жатырмын, Стэнфордқа бардық. Бірінші рет қой, Америкада мен болдым бірақ андай эконом вариантта болған да, автобуспен жүретін дейтін сияқты. Мә, Қуаныш аға айтады, істеп жүргің келе ма дейді. Иә дейді, онда жасамайсың ба одан да, істемейсің ба дейді, не істеп жүрсің дейді. Еще бизнес класста айтып жатқан ақыл басқаша кетеді. Иә, бизнес класста отырып айтып жатқан кезде басқаша көрінеді екен, естіледі екен. Сол қатты деген маған сол кезде. Тархан айтады ғой. Мен ол кезде ойым мынандай болған. Осы один раз и последний бітті деген ше. Сондай фантазия, сондай оймен кеткен ғой. Маған өзім шәкірттерім сияқты. Тархан айтады ғой, Қуаныш мырза дейді, осы сіз мені жақсы ресторанға шақырған кезде қорқамын дейді, кәдімгі ұрысатын шығар деп жүрсіз дейді. Ана ол есімде Сан-Францискода әдемі болды, прям әдемі саяхат. Әдемі күшті саяхат. 600 біз қанша енді 1000 километр жүріп әңгімелесіп, сознанием өзгерген, ойлауымды өзгерткен, көмектескен. Содан келесі бәкеңе жабыстық қой, Мейірбек аға, не істейміз айтыңызшы деп. Ана неде психологияда FOMO деген болады ғой, fear of missing out, то есть бір нәрсені жоғалтып аламын, өтіп бара жатыр. Көп жастарда сол проблема бар, негізі сондай. Как будто өмір кетіп бара жатыр, мен бір нәрседен қалып бара жатырмын, маған тез бір нәрсе жасау керек. То есть не жасау, қалай, қашан деген сұрақ маңызды емес, главное әрекет жасау. Әлі сөйтіп кейде оянамын, болады сөйтіп ше. Бірақ осы жерде бүгін таңертең оянғанда сондай бір тревогамен ояндым. Ол FOMO. Мен қалып бара жатырмын өмірден деген. Соны тұрамын да, бәле қалып бара жатқан жоқсың, бәрі нормально ғой деп өз-өзімді келтіріп аласың. Бұл FOMO. Енді осыны JOMO деген нәрсе бар да, joy of missing out деген ше. Сен артық нәрсе істемегеніңе, артық осында нәпсіңнің искушение дейді ғой, соған кетіп қалмағаныңа шүкір етіп қуану деген бар. JOMO дейді оны ше. Осы наоборот бар да. Joy of missing out. Сен істемеген дұрыс болып деген сияқты әңгіме ғой. Сол мен қарап отырмын да, мен де сонда болғанмын ғой өзім біріншіден енді. Сөйлеу темпіме, моделіме қараса да в принципе ол нәрсе бар екені көрінеді ғой. Мейлі көрсетіп басылып қалған істеп айтамын. Басылып қалған ба, или болса ақыл кірді ме білмей өткен әйеліме айтамын да. Мен или ерте қартайып жатырмын. Или мен ерте маған есі кіріп жатыр дейді. Кейбір нәрселерді мен не қылмаймын да, қалды түсінбей жатырмын деп ше. Сол сияқты анау joy of missing out маған қатты ұнайды ше. Анау шынымен де өзіңнің бір өмірің бар. И мынау нәрсені маған түсінген маған ой болды да. Сен бір уақытта бір сәтте бәрін істей алмайсың. Иә. Вот сен не істесең де соны істей алмайсың. Сен одновременно ет жеп торт жей алмайсың. Вот сен ұрысып жатып жақсы көре алмайсың деген сияқты ғой. Просто сенде не болды да, сен мынау бар. Сен бір нәрсені таңдасаң, экономикада бар ғой, не, opportunity cost. Сен мынаны істесең, мынаның шығыны бар, істемегеннің себебі бар деген сияқты ше. Сондықтан да анау қазір бізде Бешикташта Оркун Көкші деген ойыншыны алып жатырмыз да. Бенфиканың 10-шы нөмір 24 жасар легенда бой деп тұр, түсіндің бе? Ол неде уже 10-шы нөмір келді. Он Ювентус, Ливерпуль, тағы да арабтар келіп жатыр. Өзі Бешикташ балетші келген, Бешикташқа келгенде 24 жасында әлі прайм уақытта 5 жыл контракт. Соны сұрады да біреуші. Сен не үшін неге Бешикташқа келгің келіп отыр депші. Сен Ливерпульға мәссаған армандайсың ғой Ливерпуль. Түсінемін дейді мен
Ливерпуль, Ювентус. Просто дейді да, мен Ювентус пен Ливерпульға барсам, мен очередной жақсы ойнаған бір футболист боламын дейді. Өйткені олар легендарный дейді. Ал мен Бешикташқа келсем де, мен Бешикташтың легендасы болуыма да шанс бар дейді да. То есть, егер ана жаққа барса, мықты ойнайды, бірақ Бешикташта легенда болу мүмкіндігі жоғалтып алады. А Бешикташқа келсе, скорее всего, ол әшейін бір локальный не болады, әлемдік деңгейде болмайды, локальный сол бір 20 миллион, 30 миллион фанаттың несі болады. Бірақ не әлемдік деңгейде қатты танылмауы мүмкін да, біз мысалы үшін Бешикташтың легендаларын танымайды, бірақ сен шынымен де 20-30 миллион адамның легендасы боласың да. Вот таңдау да қайсысында. То есть по-любому бір нәрсені таңдай алады ше. Сондықтан да осы бір нені алып, бұл бір тақырып қызық болатын болса, бізде Шонбай Лаптың қателесем екінші шығарылымы бар, серотонин мен дофамин туралы айтқан. Соны бір қарап көрсеңіз болады, толығырақ түсінесіз. Бірақ бүгін осындай шығарылыммен бізде кішігірім қазір біз сен нені ауыстырып отырсың, біз ауыстырып отырмыз. Біз қазір Мейрюк мырза екеуміз Шонбай бизнес акселератор деген ашқанбыз. Акселератор формат ауысты. Ол жерде кәсіпкерлер өзі зат келеді, потенциалы бар, жұмыс істеп жүрген кәсіпкерлер. Точкасын белгілейміз, ары қарай өседі. Ары қарай өскен төреден бөлісеміз. 70% кәсіпкердікі, 30% біздікі. Бұл курс емес, баяғыда бізде қойдық ол теманы, потому что курс берген кезде оны қорыту керек, оны жасау керек, оны өмірді қолдану керек. Ана жерде индивидуально қарап, бір әдемі бір осындай кәсіпкерлермен жұмыс істейсіздер ме? Кәсіпкерлермен жұмыс, енді ол жерде адам береміз, кәдімгідей бірге қараймыз, потому что оның несі, оның байығаны, оның өскені бізге де жаман выгодно. Сондықтан да ол жағынан әріптеспіз. Жаңа айтып отыр ғой сен. Иә. Бізге курс сегментінен мынаған өтуді оңай болған жоқ. Потому что бәріне басынан бастап, бәріне келіп бұл сегмент қайтадан танылмалы емес, түсінікті емес, ана жақта да өз неміз бар еді дегендей. Сондықтан да егер сізге бұл форматпен жұмыс істеу қызық болатын болса, төменде анкета болады, қабылдаңыз, тегін. Бана ақша төлемейсіз. Ашында видеосы бар, қарап көресіз. Бірақ дегенмен де осындай бір мүмкіндік бер, осы үмітті бір осындай жағдайға сізден камераның алдында бір келген сайын не істеп кетемін ғой, совет сұраймын ғой. Түннің ортасында болсын, хабарласам келіп сізден бір енді мені жақсы білетін ағаларымыз Мейірбек аға, сізден қандай бір ақыл айтар едіңіздер маған? Ақыр акселератор деп жатсыз дейсің ғой, иә? Ақыр акселератор, енді сіздер теманы бастадың өзің. Иә, Мәкен ақылын тыңдайық. Мәкен ақылы кейде мен Мәкен ақыл сұраймын ғой? Иә. Қатты ақыл айтатындай емеспіз ғой енді. Бүгінгі мысалы әңгімені тыңдап отырып, Қыранның, мен де өзім ойланып наоборот сұрағым келіп отыр да. Қыран сен не дейсің деп па? Жоқ, ары қарай қайда деген сияқты. Екуда хорошо, мысалы кезінде есімде Қыран бірге жұмыс жүргенде, Мәке, мен президенттердің анау бортын түсіргім келеді деп армандайтын сол кезде бар. Президенттің самолетін түсіргім келеді, соған обзор жасағым келеді, ютубқа бет шығарамын деп. Мен шүкір оның бәрін өтті. Мен де наоборот сұрағым келіп отыр. Қыран ары қарай қайда деген сияқты. Вот өсесің деген сияқты. Бағанадан бері мен де үйреніп қалғанбыз ғой, миымыз қайда барады екен деп болжам жасай бастайсың ғой. Қыран жарайды, контрактісі келді, бір жыл уже не істеп жатыр. Қазір енді бұл да уже қатты енді қызық емес, алынбаған, уже алынған қамал сияқты болып тұр ғой. Ары қарай қайда барады деген сияқты. Білмеймін, бәрібірден Қырекең өзінің жаңағыдай бір несіне келетін сияқты. Шығармашылық адам ғой. Шығармашылық адам ол ешқашан тоқтамайды. Ол міндетті түрде бір видео саласы болсын, осы мобилографияның соңына дейін алып барып, бірақ бір жаңа форматындағы, бірақ көрініп тұр, сен қазір бір ізденіс барысындағы бір не сияқты жүрсің да, бір жаңа бағыттағы бір отырып оны ойлану керек ау. Өйткені ішіндегі мен Қыранның әлі ана шынайы несін ашуым керек, сол кезде айта алатын шығармын. Өйткені Қыранға айтқам, осы сұрақ қойған маған. Айттым да, вообще негізі екі айттым, бізде не бар. Біз былай ойлаймыз, қалаймыз солай болған. Әрдайым постоянно ұрыс болсын. Біздің қалайтынымыз сол, ұрыс болсын. Бірақ өмірде шындық мынау да, ұрыс болмайды. Ұрыс болғаннан кейін күш бітеді, құлаймыз. Күш бітеді, құлаймыз. Бұл қазір өмірде болып жатқан не? Көтерілесің, құлайсың, көтерілесің, құлайсың. А бірақ бұның негізі более менее травмоопасный бір варианты бар. Ол grow and fix, grow, fix деген. Мен өткенде айттым да, Қыран қазір мүмкіндік болса, жаңағы емен болатын. Өзі ұсынса ұсынды, ұсынбаса 1 грамм увеличениеға барма дедім. Айттым ба солай? 1 грамм увеличение барма. Ұсынады, ұсынса ұсынар. Потому что өйткені қазір сен Құдайға алып жатсың, анау осыны бір 2-3 жыл ұстап қал. Енді әрине ол шығармашылық болғаннан кейін бұл қазір логичный не болады? Бір кино түсіру, иә? Логичный. Мен де Қыранға айтып, жастарға айтамын да, керек емес, сен 40 жаста басташы кино түсіруді. 40 жаста баста. Ана айтады ғой, Мессиді ма, папасы ғой ме, жас кезінде неге шығармаған нелерге.
жарыстарға мықты жарыстарға шығамын. Ол 19 жасында олимпиада алған, оған дейін әлі не қылмай қайтты. Талант болған ғой ол. Өйткені ана не қылып қалады да, истощение болады ше, ол потому что ол бәрі не ғой, ресурс. Мен ойлаймын да, 40 жасқа дейін сен потенциал жина, капитал жинап ал. Мысалы үшін мықты шығармашылық адамның мықты нелер өткенде келіп Алматы келіп полный зал жинап кетті. Мен таңқалдым бар ғой. Республика сарайын рекламада көрген жоқпын бар ғой. Фук келді, жиналды. Мен қатты таңқалатын полный зал болмаған қала жоқ қой. Причем реклама көрген жоқпын. Келді. Реклама жоқ. Өзінің тыңдармандары бар, апалар, тәтелер, махаббат туралы орысша тыңдайтын апашкалар. Бірақ отқан кезде жылап, шаштарын жұлып, жылап отырады ғой. Мен қақтан келді деп ойлаймын. Мен таңқалдым өткенде бар, таңқалдым. Қалай депші. То есть мен ойлаймын, бұл қандай вариант? Сен қарның тоқ болып шығармалық жасағанда басқаша болады. 100%. Енді Жириновский айтады ғой, жаңағы шығармашылық адамдар аш болу керек деп, енді бөлек әңгіме ше. Тура солай менде там ғылымда тура солай. Мен қазір құдайға шүкір уже более-менее болғаннан кейін, мысалы үшін бір басқа бір PhD адам 230-250 мың теңге мен стипендия аламын ғой. Олар стипендияға күн көруі мүмкін, ана жақта сен мүмкіндігі болған кезде сен басқаша зерттейсің. Енді аш бала тоқ балам ойнамайды дегендей. А мен ойлаймын да, қазір сенде 40 жасқа дейін жағдайын жасап 5-6 миллион доллар, 10 миллион доллар болып режиссер болған, ол әлемді басқаша көреді, басқаша түсінетін сияқты деп ойлаймын да мен. Мен өткен айтқаным сол, 1 грамм, айтмын қыране, 1 тиын артық сұрама. Контракт көтерме, потому что көтеруге мүмкіндік болып тұр қазір. Енді прикинь, ол кәдімгідей басқа нелер бар, мықты болып отыр. Бүкіл не, бірақ істе мен білетін не болатын болса, ол өз көтереді. Ең сорақысы, ол көтергені сенің сұрағаннан көп болады, скорее всего. Менде кейде болады, жігіттер сұрайды ғой, мен ше, рост. Анау қанша деп қалайсың, анау сұрамаса бар ғой мәкеше, мен оны сұрағаннан көп беретінемін да. Вот не қылса. Өз бастан таяқ жеп қалды. Иә, ол сұрамау керек еді да, не қылып жүреді. Сондықтан да бұл форматта мен нем просто мүмкіндік бар. Мынандай ғой, қараңызшы, менде үлкен жан қателігім сол. Сол қателіктен жасамасаңшы деп ойлаймыз ғой. Сол үшін деп не қыламыз ғой. Мен былай ойлайтынмын да. Сол үшін Румынядан кейін мен қиналған кезім қай уақытта болды? Даланың кезінде болды. Дала ашылды ғой. Дала деген ресторан, ол етпен жасалған концепция. Оған уже вино керек. То есть ол сондай ниша. Ол вино керек. Наше клуб халал болмайды, сол жақта әңгіме ғой. То есть етпен, онымен пиво, вино әдемі кетеді. Мен айттым, Нұсреттің халал версиясын сенемін да. Ол табиғатта былай почти болуы мүмкін емес нәрселердің бірі да. Жүрдік, келді, әдемі болды, кейін уже мықты жүр басталды. Бірақ сегмент бітіп қалды. Түсіндің ба? Бір рет көреді, бітті. Бірақ сол етті мен Румыняға қойсам басқаша болатын еді, негізі. И сол кезде білесің, мені құртты. Мені құртты мен ше. Ақыры мен Румынияда істедім. Значит, мен кез келген нәрсеге қолым тигізсем алтын болады деген ощущение болады. А бүйтіп қарап отырсаң, ол ниша Құдайдың қалауымен, в принципе, өзінен өзі келгенде көріп қалғанбыз, ондақ қалған, келіп қалған, внимание болып қалғанда, ана Уолтер Мишель деген ғалым бар, Стэнфордтың, сол айтады да, адамның жалпы тұлғасы мен жасайтын әрекеттің арасында байланыс 10% дейді, қалған 90% ситуацияға байланысты. То есть боқтайтын адам, егер аудитория болатын болса, ол боқтамайды операда. Или боқтамайды адам, боқтайды деген сұқпада боқтайтып қалады, 90% ситуацияға байланысты да. И ойлайсың, ниша Құдай саған беріп тұр, и соны как только авторстводан өзің аласың. Мен ғой бұны істеген деп. Сол кезде жоқ, ол бөлек әңгіме. Ол рухани әңгіме ғой. Ал болады білесің бе? Сен о бастан жүрмейтін темаға бастайсың. Сен соны жүргіземін деп ойлайсың да. Сондықтан мен ойым, мен сұрасаң, туған бір бауырым болып сұрасаң, кеп айтатын нәрсем просто Құдай беріп тұр ма қазір? Осы ситуацияны до конца қолданып, до конца пайдалан, бірақ қалай беріп. Берген сайын ала берсін. Жалпы өмірде негізі өте нәрсе айттың, справедливый ғой, бізде ана негізі берсең шын ниеттен, сен аласың негізі жақсы. 100%. А как только сен беруді контроль етеді, еще алуды контроль етемін деген кезде, қиналып қаласың. Мен содан көп таяқ жедім бар ғой. Содан көп таяқ жедім. То есть расчетпен жасаған нәрселер кейде болмай қалады расчеттарыңшы. А бірақ кейде болады, от души істей алсын, по ходу пьесы, сол адам рахмет айтып келіп бір какой темамен келіп айтады ғой. А сенің прям расчетты вот так мынау болса өседі, ондай болады деген бір ішкі батпай қалды. Сондықтан да Құдайдың берген Құдайдың әділ деген аты бар екен, соны білемін, жазып қойған шығар. Сол Құдай әділ деген аты бар, Құдай жұмыс істесең бәріне береді дейді. Мен Қытайға бардық қой, бәріміз Қытайлар неғып кетіп қалған деп жиналады. Неғып бұлар сондай десе. Құдай әділ да, олар еңбекқор да, таңқалып та тұрып алады, жұмыс істейді дейді. Сол секілді. Жұмыс істеп бір нәрсені біз ана қазақта ұқсап қош жасап от душидан берсең не ғой сонда. Шүкір, почти 2 сағатты,
күшті болды. неден болды. Сол маған да өте керемет не болды. Осы подкастты қолдана отыра барша қазақ халқына кезінде енді мобилографияны сенбесе аудиториямыз ол да болмайтын еді ғой біз. Мобилография шыққан кезде қолдап сенгеніне оқырмандарыма рахмет айтқым келеді. Барша сіздерге рахмет айтқым келеді. Әр жолы менен сұраған кезде Қуаныш деген ағам бар, Мейірбек ағамыз бар. Осы ағалардың бағыт бағдар көрсетуімен пайда болған нәрсе деп ылғи айтам. Сол үшін де сол кезінде біздің қазір ойланып болсақ тарих қой, біздің Америкаға барғанымыз, жүргеніміз, бір жерге барып чемодандар таксиден түсқап, чемодан ашылып, мәште аэропорт кетіп жатыр, қалады деген. Именно мен түс қалады ол жерде. Есімде неде ма? Нэшвиллде ма? Аэропортқа барсам чемодан жоқ деп па? Чемодан жоқ. Артқа тұр иә? Артқа тұр, чемодан жоқ мәште. Камерасы бәрі құлап қойған. Сондай тарихи кезеңдерде қарасақ, қазір соларды қарап отырсақ, күшті бір тарих жазған екенбіз ғой. Сол сіздерге қолдау көрсеткендеріңізге, аға бола алғандарыңызға, кейбір жерде қатал болғандарыңызға көп алғысымды айтам. Мен шынымен қазір ол кезде Нэшвиллде жатырмыз ғой. Нэшвиллде мотельде жатырмыз ғой. Мен орманға қалдым ба екен көрдім. Енді сол жақта жатырмыз. Сол мотель қатты ауырды екен маған. Мотельде жатырмыз. Ол кезде даже армандамағам ғой. Қазіргі болып жатқан заттарды тіпті ойламағам да екен. Барша Әзербайжан халқына көп рахмет айтам. Әзербайжан қардашларымыз, гагаларымыз өте қонақжай, өте кейде жылағың келеді, шот алмайды. Ана Қазақстан осы жерге самолет құлады ғой, самолет құлаған кезде қазақтар ақталықтар барып құтқарып алып шығарып, біз Бакуде жүрміз ғой, рестораннан шот алмайды ғой. Қазақтар біздің бауырларымсыңдар, қазақтар біздің өте сондай бауырмашыл, өте ерекше бір мемлекет, өте бір ерекше халық. Яғни тіпті мен осы жақтағы әзербайжандарға біз дұрыс қарамайды екенбіз ғой деп өзім кейде. Сол шешендерге сөйтіп айтамын мен де. Біз мына жақтағы әзербайжандар дұрыс қарап сәл не істемейді екенбіз ғой, ана жаққа барып көріңдерші. Кез келген қазақ болсын басына көтеріп жібереді. Сол үшін ол халыққа да көп рахмет айтамын. Жалпы өмірде кездескен, қандай да бір жағдай тілеуші болған барша адамдарға рахмет айтамын. Білмеймін мен. Шүкір етсеңдер арттыра беремін деген Құдайдың несі бар, сөз бар. Құдай шүкір етсең арттыра беремін дейді ғой. Сол шүкір Аллаға шүкір осы күнімізге, осындай жерде отқанымызға, бір керемет индустрия жасағанымызға. Біз Орта Азия елдеріне шынымен жаңағы кино, контент жағынан бізді қатты мойындайды, қатты құрметпен қарайды. Жаңағы снимаешь казахи дейді, жаңағы неде отырмын ғой. Жара фестте неде отырмыз, беріп жатыр бәріне, соны қарайды да, сен не істеп жүрсің дейді организатор. Қазақпын мен осы жерде жүрсем, казахи да снимайте, ну понятно дейді. Сөйтіп қарайды олар. Түсіресіңдер ма, қазақтарсыңдар ма? Демек біз Орта Азияға өзіміздің осы сала арқылы, индустрия арқылы көрсетіп жатырмыз. Жай ғана сізбен да ол кісілер инстаграмда бізді білмейтін шығар, бірақ как-то естіген, как-то жеткен, как-то хабарлары бар. Ол сол үлкен бастаманың әуелі Алла, одан кейін ағалар, сіздердің де арқаларыңыз, еңбектеріңіз өте көп. Сол үшін осы сәтті пайдалана отыра бәріне бір үлкен рахмет айтқым келеді. Керемет. Саған да рахмет Қыреке. Тілім тістеп отырмын, айтқым келіп отырмын, бірақ созып кететін сияқты деп. Айта беріңіз, өзіміздің әңгімемізді өзімізге деп. Қуаныш мырзаға да рахмет. Бүгін ашылып не істеп жатқандары. Сіздерге осы жерге шейін көрсеңіздер, сіздерге де рахмет. Өте жақсы шығарылым болды. Енді сөйлесе берсең әңгіме бітпейді. Ары қарай енді барып шай ішіп отырып сөйлесуге де болады. Ашылмаған, қыранның айтылмаған жерлерін шығаруға болады. Иә. Қуаныш мырза бүгін енді бастамасы, келесі бір Алла қаласа осы тоқтатпайық енді, тұрақты түрде. Жоқ, бұл бәрі неге байланысты ғой, анау шыны керек бізде пендешілігіміз бар ғой, андай өз әңгімем өзіме деген болмайды екен негізі. Ол Абай оңай емес, Абайдың деңгейі ғой ол. Біз Абай емес, өйтіп айтып шынымен соған сенетін ше. Шынымен Абай өз тірі кезінде қатты ол халық қатты түсінбеген ғой, сол түсінбесе жаза берген адамды
кейін біз түсінгенбіз ғой сол сияқты бізге түсінбей қалса негізі сәл ауырлау тиеді бір просмотрың аз болып отырса там лайкың аз болып отырса комментарийің аз болып отырса сосын жазып отырмын иә ол анау прям неде өте маңызды нәрселер. Өткенде бізде менде Бешикташ қазір трансфер болды. Біз ауыр адамдармыз, Мәкен екеуміз ауырмыз. Мәкен Милан, мен Бешикташ. Милан более-менее адам, Бешикташ андай қуғын адам тірлігі ғой енді. Бірақ бір тікелей эфир болады да, айтады да, лайк бассаңдар әсер етеді екен деп. И сөйтіп лайк басып бәріміз отырып. Прикинь, ана бар ғой, Түркиядағы ең көп қазір трендтегі видео шығып кетті тікелей эфирде ше. Көрдіңдер ме, сендер істемейсіңдер, бізге ұрсып болады айтады ше. Кәдімгі 4 мың адам болса 18 мың адам көріп кетті да. Шынымен ютубтың алгоритмі сондай екен ше, кәдімгідей комментарий жазып. Тем более енді мен ойлаймын, бұл аудиторияда майблогеров бауырларымызға бір қатты пайдалы болатын бір контент, ол кісілерді көрсін, басқа адамдарды көрсін. Шынымен де жаңағы по сути каждый майблогер 5 өзінің танысына жіберсе осыны көрген нормально оқып қалады да, пайдалы сабақ болады деп ойлаймын. И мен жаңағы ойымды қыраннан әңгімесін тастайыншы. Біз шынымен де қазір қазақтар ретінде біз ешкімге жарысып қажет жоқ, өйткені олар көбісі сыйлап мойындап тұр. Біз просто сыйлап мойындап тұрған адам алдына барып тағы мақтанамыз да, сол сәл бұзып аламыз ше, неміз имиджіміз ше. Олар и так нормально болып тұр, қабылдап тұр. Просто көріп қазір недегі істеп жүрген нәрсені қарашы, ана адам бар ғой біздің жүрек дейтінші, соны білесің ба, бізге дейін қаншама орысша өлең болған, ешқайсысы не қылмаған ғой, бір рет қазақша айтқан, бітті, анау не болып кетті, хит болып кетті. То есть ана өзің болу деген әңгіме ғой, сен өзің бол, өзіңнің историяңды айт, киноңды түсір, өзің жағдайын жаса, барыспай ақ қой. Мне кажется, сол дұрыс сияқты да, анау недегі айтпесе анаған кіріп жалтақтаймыз деп қараймыз деп. Шынымен өзбек бауыр ағайындар олар сыйлап тұр, моңғол сыйлап тұр, әзербайжандар сыйлап тұр, чешендер сыйлап тұр. Ана бізде басқа ұлттарға әбден совет өкіметінің очкимен қарап үйреніп қалғанбыз ғой. Чешендер андай, әзербайжандар андай. Барып қазір өзінше боламыз дейміз ғой, бүйтсеміз олар брат деп тұрады да, қалай ол деп түсінбей қаламыз ғой. Реакцияны да сосын барып бауыр екенді көріп, мына жаңағы Чечняға осы чешендердің несімін бақ көрсіп құшақтап айтамын да, анау шынымен де дұрыс не қылмайды екенсің деп. Біз өйткені ана немен үйреніп қаламыз ғой ментальностьпен. Поэтому шынымен де бұл бүгінгі шығарылым, бүгінгі біздің подкастымыздың түйіні жоқ шығар енді, әркім өз түйін өзі жасайды. Бірақ ішіміздегі жиналып қалған әңгімені айттық. Иә, күшті болды. Шешендер. Қайтарыңыз Мәке, бір жарым сағат болды уже. Жақсы, барлықтарыңызға, Қыранға, бүкіл командаға, сіздерге подарок берейік те, Қыран, дауысы Әзербайжан подарок берейікші. Комментарийға подарок берейік давай. Курсыз болып отырмын, ашылып атып досып бересің бе, қалай болады? Сіздер билет организация етесіз, менен проживание 3 күнге Бакуге демалыс. Қош, Мәке не дейсіз? Болады. Әдемі ба? Әдемі. Проживание менен, билет сіздерден. Өзір алады көреді дейсің ба? Бетең онда қалай істейді? Бір адамды алайық, комментарий жазады, толыққанды, бір басы бар, аяғы бар, нормальный бір историясы бар. Может, бірінші подкаст көрген, екінші подкаст көрген. Бетекте оның бар сторис салса қалай болады негізі? Солай дұрыс сияқты. ТикТокқа? Ең көп просмотр жинаған? Жоқ, ең көп просмотр жинаған видеоны Reels ба? TikTok, Instagram, Reels. Иә. Разница жоқ. Мына хэштег қойып қояйық. Хэштег қойып мына жерге, иә. Осы хэштегпен нарезка жасайсыз ба, жоқ әлде отзыв айтасыз ба, маған мынау ұнады, мынау ұнамады деп айтасыз ба? Оны бір адамды шынымен де бітеміз. Ақыры осындай әдемі нәрсе ғой міне. Болатын нәрсе. Так, бір адамға, смотря көреміз енді, бір адамға қазір кемі просмотр бойынша нарезка жасаған, сторисында болмаса рилсына салған ең көп охватты, оны қалай тексере алған біз? Жоқ, хэштег арқылы көре аламыз. Хэштег кіреміз болды? Иә. TikTokта да көре аламыз, Instagramда да көре аламыз. Точно, иә? Все, хэштегпен қараймыз. Бір адамды гарантированно жаңағы Әзербайжанда жүріп тұруы, жүріп тұруы, тамақ көріп, и билетін өзіміз шабаншамыз құдай қаласа. Билетімен. Ана бір не бизнес класс ойлап қалма, частный самолет емес, кәдімгідей қандай рейс бар, сол рейспен отырып ана деймін. Именнің самолеті қайда деп шығып қалсын да. Құдай қаласа соны бір ұйымдастырайық, иншалла. Көріңіздер, қараңыздар, әдемі. Ең жақсы бір нарезка жасаған, видео жасаған адамға Бакуге шығады. Рилсқа. Мүмкін бізге жұмысқа қалып қалады ол адам. Өйткені біз вакансия көп. Ішпей жемей менің анау біздің подкастқа келіп, еще өзің әңгімеңді айтып, еще жұмыс тауып кетсең қалай болады? Ладно, отыра береміз, жақсы. Сау болыңыздар.